Сәлем, көзқарас подкасттың көрермендері. Бүгін жаңа эпизод. Әрдайым дәстүр бойынша менде ең топ қонақтар. Бүгін менде көптен күткен қонағым. Көптен күттім сізді. Гүлнұр әпше Мамасарипова, қазақстандық продюсер, сценарист және режиссер. Режиссер деп айтуға болады ғой сізді? Әзірге ерте сияқты. Мен сізді бір рет режиссер деген кезде сіз жоқ, мен режиссер емеспін деп айтқансыз. Продюсер, сценарист, бұл точно. Білесіздер, Гүлнұр Мамасарипова Келінжан сериалын, киносын түсірген, одан да бөлек жар киносы бар. Оны да бүгін талқылаймыз. Біз бүгінгі подкастта Гүлнұр ханым туралы кішкене сөйлесеміз, но основной сіздің киноларыңыз жайлы және сіздің киноларыңыздағы әйел образы, отбасы қандай, сол туралы сөйлессек деймін. Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана. Тегерек теңдік, еркіндік, тегерек теңдік. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалай, көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Күшті, тамаша. Біздер менің подкастымның бір несі бойынша, мысалы, сізді бәрі біле бермеуі мүмкін ғой. Мен кино жақсы көргендіктен қызығамын, білем, сіз топ продюсерлардың бірісіз. Рахмет. Менің аудиторияма, мені қарап отқан көптеген қыз-келіншектерге, жас қыздарға ролевой модель болсын деймін да. Сондықтан да кішкене өзіңіз туралы айтып беріңізші, сіз қай жақтың қызысыз, қалай есейдіңіз, неге кино саласын таңдадыңыз, сол туралы? Мен оңтүстіктемін. Жетісай деген өңір бар Шымкентте. Сол жақтың тумасымын. Мектепті сол жақта бітірдім. Шардар ауданында. Казгудың журналистика факультетіне түстім. Мектепті медальға бітірдім. Жалпы мен кішкентай кезімнен өзім үздік оқыдым, белсенді болдым. Баяғы біздің кеңес үкіметі кезіндегі менің құрдастарым біледі ғой, жаңағы дружинаның төрағасы, одан кейін комсомолдың төрағасы, не сол заманда старосты, бүкіл сондай жергілікті мектептің аумағындағы лауазымдардың бәрінде болдым. Өзім соның бәріне қызықтым, бүкіл мәдени шаралардың бәрін басы қасында жүрдім. Одан журналистикаға түстім, одан пресс-службада жұмыс істедім, мемлекеттік қызметті де өттім мен антимонопольный комитетте. Одан кейін телевидениеге келдім, жаңалықтар, аналитика, осының бәрінен өттім. Қазіргі Алматы телеарнасында бас редактор болдым. Ұлттық телеарнаның Алматы бюросында шеф-редактор болдым. Мен жалпы журналистикада жап-жақсы мансап жасаған адаммын. Ол кезде бірінші бас редактор болған кезімде 27-де екенмін, бірақ өзімді өте ересек сезінетінмін. Қол астында 30-40 адам жұмыс істеді, сол бүкіл жауапкершілікті сезіне алдым. Ол кезде тіптен бала екенмін ғой деймін да. Қазір сыртымнан қарап тұрсам, соны қорықпай, соның бәрін алып, өзім 18 жасымда тұрмысқа шықтым, 19-ымда ана атандым. Бәрі ерте басталды да менде. Сондықтан шығар солай ішкі былай жиналып жүретінім әлі күнге дейін болды, өстім, толдым, болдым деген нәрсе жоқ менде. Мен әлі күнге дейін бірдеме жетіспей тұрған сияқты өмір сүрем. Бауырларыңыз, өзіңіздің отбасыңыз туралы? Мен атам мен әжемнің қолында өстім. Үйімнің үлкенімін, әке-шешемнің. Сол біздің қазақтың сондай бір тамаша, көпшілігі енді сіздер психологтар ол дұрыс емес деп жатасыздар. Әркімнің тағдыры әртүрлі ғой. Менің ойымша, менің адами портретімнің қалыптасуына ол оң әсерін тигізді. Сіз ата әжеңіздің қолында өстіңіз? Иә, ата әженің қолында өстім. Мен үшін ешқандай жоқ деген тақырып болған жоқ. Қай жағынан болсын, еркіндігім жағынан болсын, ақша жағынан болсын. Тіптен 12-14 жасымда мантаны джинс әжем менің жаз бойы ала жаздай тоқыған кілемін сатып 200 рубльға маған мантана джинс әперетін. Сондай бар айтқаным болып, солай жаңағы олимпика дейді біздің кезімізде неше түрлі нәрселер болды. Левайс деген нәрселер, соның бәрін киіп, көріп, мен үшін сондай бір менің ол тағдырымдағы бір жақсы тұстар бар шығар. Жаңа көпшілігі балалық шағынан травма іздейді ғой. Мен балалық шағымнан травма іздемеймін. Солай өстім, махаббатқа шомылып өстім десем болады. Сіз есейгенше ата әжеңіздің қолында болдыңыз ба? Мен
әке шешеммен де тұрған кездерім болды, бірақ менің бүкіл фундаментім, жалпы өмірге деген көзқарасым, еркіндігім, батылдығым барлығы, жауапкершілігім мені соншалықты еркелеткенмен мен өзім іштей бүкіл жауапкершілікті түсінетінмін. Мен мысалға үйде ұлдардың бәрі студент болып кетті да, мен апаммен тұратын кезде атам өмірден өткеннен кейін мен кәдімгі отын жаратынмын, малға қарайтынмын, өгіз бағатынмын, мал базарға барып баққан малдарымды сатып келетінмін, үйдің бүкіл шаруасын өзім жасайтынмын, кәдімгі огород қарайтынмын, жүгері оратынмын, жоңышқа оратынмын, қыстың қамын жасайтынмын. Соның бәрі менің бойымда болды да, апам тек қана ой мен қара қызым, дара қызым деп қана отырып солайынан соның бәрін істеп үйренген адаммын да, бір жағынан тек жаңағы бүйтіп үлпілдеп отқан жоқпын. Оның барлығы менің осындай болып қалыптасуыма әсерін тигізген шығар. Менің әке шешем, менен кейін сіңілім бар, Арыста тұрады, бір әулеттің сондай бір маған қарағанда жақсы келіні. Неге сізге қарағанда? Өйткені мен қайын жұртқа қатты еңбегім сіңді деп айта алмаймын. Ол енді сол елге сіңіп, сол елдің бүкіл жиын тойында барлық жерінде жүреді, сондай көпшіл өзі. Бәріне мойынсұнған, балаларын бәрін жақсы тәрбиелеген, ұлы да қызы да барлығы жақсы оқып, грантқа түсіп, ұлы қазір мысалы Ресейде әскери академияда оқиды, Арыстан шығып та, мысалы сондай өзінің маған қарағанда жақсырақ ана, жақсырақ келін деп ойлаймын. Ана карьерасында тұрақтаған. Иә, ол мектепте сабақ береді, бірақ жаңағыдай жағынан өте сондай туысқандардың арасында да, мен мысалы алыста көп бармаймын ғой. Ол біз өсіп өнген әулетпіз. Соның барлық тойында әйтеуір менің орныма да жүретін сол. Бір сіңіліңіз, одан кейін басқа бар? Одан кейін екі інім бар, қара орында отырған інім бар, Рақымжан деген, сосын Жақсылық деген інім бар, ол Алматыда тұрады. Жалпы өзіміз 4-ақ штукпыз. Сол көп енді білмеймін, осы менің өмірім. Жаңағы 18 жасымда келін болдым. Жігітіңізбен қайда таныстыңыз? Ол біз мектепте менің папамның ағасының қызы бір дискотекаға ертіп барып, мен бір класс төмен оқитынмын. Сол кезде бірінші рет көріп танысқанбыз. Содан кейін Алматыға келген кезде бір университетте. Ол юрфакта оқыды, мен журфакта оқыдым, менен бір жас үлкен. Сол жерде жүріп танысып, қайтадан сондай таныстық болды, қайтадан өзі сондай бір замандар еді ғой, 90 жылдың басы. Сондай бандиттер, рекетирлер, жаңағы біздің жаңағы жатақханада не бір қорқынышты оқиғалар. Сол кезде дым қорықпаппыз, бірақ сол кезде сондай бір мықты, кез келген жерде сен үшін тұрып бере алатын, дискотекаға ойланбай ертіп баратын деген сияқты сондай бір образ қалыптасты. Ол спортсмен болды, өзі юрфакта оқыды, өзінің жүрген ортасы, жігіттер бәрі сондай крутой болды да. Сөйтіп сол кезде сондай бір алғашқы махаббат деуге болады. Өзім жалғыз сол жігітпен жүріппін, сол жігітке тұрмысқа шығып кеттім. Сол бір жігіт до сих пор бір жігіт десеңізші. 31 жыл болыпты, Құдай қаласа. Я кеше ғана жазып жатыр. Сенің ауылға алып келген күн екен ғой, есіме түсіп жатыр деп. Ол менің де есіме шығып кетті. Содан бері 31 жыл өтіпті, Аллаға шүкір. Бала шағаларыңыз? 3 қызым бар менің, 3 қызым бар. Үлкен қызым 94 жыл, одан кейін 96, 2002. Осы 3 қызды ғана өмірге әкеліп қоя қойыппын. Не үшін ары қарап тумағанымды қазір түсінбеймін. Шындап келген кезде уақыт деген зу ете қалады екен ғой. Бірге сондай бір карьераға басыңмен сүңгіп кеткен кезде уақыттың өтіп кеткенін байқамай қалыппын. Бірақ қазір өкінем, неге тағы бір қыз болса да, ұл болса да туып алмадым екен деген өкініш бар. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, жұмысыңызға қайтып оралатын болсақ, журналистикадан карьера жасадыңыз, киноға қалай ауысып кеттіңіз? Бір шоуда жасадыңыз сіз, сценарийде жасадыңыз, концерт. Мен жалпы жаңалықтарда жүрдім, сондай мынау қоғамдық саяси бағытта өте белсенді болдым да мен. Сондай сосын жаңағы телеарналарда басшылық ауысады ғой. Басшылық ауысқан кезде бүкіл команда ауысады. Мен сондай басшылық ауыса береді. Жаңа бас редактор болып тұрам, сосын басшылық ауысқан кезде сен алып тастайды. Басқа каналға ауысам, басшылық ауысқан кезде сен алып тастайды. Сондай да, хотя сенің ол жерде ештеңе шешпейсің. Сен кәдімгі көк есексің ғой, сол жердің бүкіл еңбегін жасап жүрген. Сонда да сол сенің жүргенің көздеріне сүйелдей болады. Сол сенің
жаңағы азынан кешке дейін істеп жүрген қара жұмысыңа да претендовать ететін адамдар бар да өзінің жан жағында. Все-таки жаңағы біз қазаққа ештеңе істемесең де кресло бер ғой. Жаңағы шеф-редактор, бас редактор деген сол қызметтерді алғысы келетін өзінің айналасында адамдар болады. Соларды қояды, сол бір сондай уақыт болған кезде менің қатты болады ғой, бір ішім ашып кетті шынын айтқан кезде. Неге дәлелдей беруім керек? Неге мен дәлелдей беруім? Сондай бір моментте мен қайтадан телевидениеге жұмысқа бармаймын деп шештім өзім. Жаңағыдай жұмыстан шығара береді, қайтып кіргізе береді. Иә, сондай да. Содан кейін жаңа бастық болып қалғаннан кейін басқа каналға барып бүйтіп қайтадан карьера құру керек, иә. Соған ойладым, қош күйеуім бар, асырайды. Бала-шағама қарап бұйырғанын көрермін деп сондай шешім қабылдадым. Сол кезде Баян Алагөзі Мақсатқызы екеуміз құрбымыз. Сол кезде кездесіп қалған кезде ол каналдан кетіп өзі бөлек жаңағы кешуді құрып жатқан кезде сол кезде маған айтты, мен бір глянцевый журнал ашып жатырмын, соған жұмысқа келсеші деп. Ойбай, мен қайда, глянец қайда ол заманда. Баян енді ол біз жаңағы тіптен жас кезімізден білеміз, ол қашанда сән әлеміне жақын болды. Сырт келбетіне мән береді, киіміне мән береді. Оның қасында менің жүрсім жаңағы кроссовки, трико деген сияқты нәрселер ғой. Ой, қой, мен қайда, глянец қайда деген кезде. Сен бәрін жасай аласың ғой. Сен деген каналдың үлкен редакциясын басқарған адамсың. Давай деп сөйт. Көрейін деп сөйттім. Соны да жасадым ғой мен. Шайн магазин деген глянцевый журнал болды, соны жасадым. Кәдімгідей бүкіл жаңа модада жүрген, фэшн индустрияда жүрген небір нәрселерді көріп, оны да оқып, кәдімгі фэшн фотосессиялар жасап, кәдімгі версткасын жасап. Жаңа әлем ғой, жаңа әлем, соған да кіріп, соны да мен жасап шықтым да. Базар жоқ. Содан кейін біз сөйтіп жүрген кезде жаңағы бірінші аутсор компаниялар пайда бола бастады. Сол кезде бізде сондай бір амбиция болды. Біз бәрін істей аламыз, неге жасамасқа деп. Сөйтіп біз ең бірінші ел арнаға Саз әлемі деген музыкалық шоу жасадық. Есімде. Көпшілігі біледі оны, өте жоғары рейтинг берді. Тіптен франшиза жасалады ол кезде. Франшизалардан да жоғары рейтинг берді. Сөйтіп жүрген кезде біз бірінші полный метр түсірдік қой, Ғашық жүрек деген. Бұл бірінші жаңағы қайсы кино еді, не туралы еді? Мейрамбек Беспаев пен Мөлдір Әуелбекова түскен. Ғашық жүрек ол замандарда мынандай коктейль для звезды еді ғой. Коктейль для звезды, Ғашық жүрек деп аталады. Мощный кино. Иә, сол бірінші $1 миллион жинаған кино негізінде. Мощный кино. Ол кезде кинозалдар да жоқ, особо Москвадан пленкамен әкеліп сөйтіп прокат жасағанбыз сол киноны. Содан бастап біз кино түсіп бастадық, содан сериал түсіріп бастадық. Біз ешқандай академия, ешқандай курс, ештеңе өткен жоқпыз. Барлығын үйрендік, барысында үйрендік та. Қалай болар екен, не болар екен деп, сондай самоучкаларымыз ғой. Біз соның фундаментін қалаған 5-6 адам болса, солардың ішінде біз бармыз да. Сөйтіп Ғашық жүрек — это голливудский формат. Когда популярные люди снимаются в фильме ромкомда. Ромком, вот это вышка. Я мен сол жерде исполнительный продюсер болдым. Жаңағы объект табу, үйтіп. Сол кезде мен бірінші рет өттім. Соның бәрінен мүмкін емес нәрсе жоқ қой. Кәдімгідей бәр жерде жүріп, өтіп. Содан кейін сериалдар түсіре бастадық. Шоу өз алдына жалғасып атты, неше түрлі шоулар болды. Солай мен киноға келдім. Это мощно. Мощно. Сондай менде кейс сондай. Сондықтан да мен әлі күнге дейін неге мысалға көп менің әріптес продюсерлар маған ренжиді. Бюджет өте аз, сен ылғи топовый актерлар түсіресің. Бізде мысалға оған ақша жетпейді деген сияқты. Мен айтам, енді ол менің өзімнің жеке методикам. Мен мысалы ұзақ дайындалам, аз уақыт түсірем. Есесіне мен сол аз күн түсірген 2 ай, 3 ай жайылмайым. Сол ақшаны үнемдеймін да, мен гонорары жоғары актерларды ала аламын деген сияқты ғой. Оның барлығы тәжірибемен келген дүние. Бұл тәжірибе, еңбек. Тек қана соның жемісі. Мен тіптен театральныйда оқымағанмын. Мен мысалы сценарий жазудың ешқандай әліппесін оқымаған адаммын. Мен мысалы бірінші сценарий жазып бастаған кезімде, жаңа сценаристерге заказ береміз ғой.
бір андай бір көңілінен шықпайды да, әдеби қылып, иә. сосын орысша жазылады бәрі. Иә. Орысша жазады, сосын оны аударатын кім? Тағы Гүлнұр соны аударатын. Соны аударып отырып уже түсініп отырамын да, мына бәрі бір келіспейтін дүние, өтпейді, келіспейді. Соны диалогпен сол жұмыс барысында бүйтіп реттеп көрерменге өткізу жолдарын қарастыратын да. Кейіннен барып мен отырып алып, мысалға ол кезде сериал да көп емес, Netflix жоқ ол кезде. Сондағы жаңа «Отчаянные домохозяйки», «Секс в большом городе», соларды отырып көрем да, соны конспектировать ететінмін. Мына жерде мынандай переход болды, мына жерде көтерді эмоционально, мына жерде түсірді, мына жерде күлдірді, мына жерде жылатты деп, сөйтіп өзім конспектировать ететім да, соған қарап, соны калька қылып алып, сценарий жазып бастап үйрендім өзім. Мен киноға түскеннен кейін өзім түстім ғой киноға, ана арт жағын көрдім, и уже түсінесің ғой, қалай түсіріп жатыр. Кәсіпкер ретінде бизнес процесстерде бір қателіктер бар екенін білемін да. И аламда сіздің киноларыңызбен салыстырамын, сіз түсірген. И бүйтіп қараймын да, так, локация 2, 3, киім жағы. И я всегда могу сказать одним словом, бір ғана сөзбен айтамын да, сіздің киноларыңыз анда қыздың жиған төсегіндей деген сияқты, оптимально, азғантай ақшаға. Иә. Өте андай қызықты қылып түсіресіз. Бүкіл эмоциональный спектр бар. Иә, күнкөрістің қамы біріншіден жаңа ақшаны жеткізу жолдары ғой, соның барлығы да. Ақша жетпеген кезде қандай нәрсеге басымдық беру, контентке басымдық беру керек. Демек, мен шикарный локация, шикарный кранмен, немесе былайнан панорамный съемка, ондай ол ақшам оған жетпесе. Онда күшті, онда переходтарда көп емес қой? Иә. Ондай, иә, сонан кейін мен неге мысалы мен ауылға кетіп қала берем көбінесе. Поняли? Қалада жүріп тұрудың өзі бір азап. Нанша пробкамен жүресің. Сосын қалада мысалы локация. Біреудің квартирасын аласыз да. Кәдімгі многоквартирный домда, соны сиган құсап жүресің ана жерде. Тар, оның ішінде ауа жоқ, группаның жартысы далада отырады, жартысы лестничный площадкада отырады да. Құдайдың туалетіне барудың өзі мұң да, мысалға. Әбіржіп кетесің, ауыл рахат. Есіктің алды аула, тапшан, көк, любой жерге жаңа группа жайылып жүре береді, ешкім жүрегі қысылмайды да, мысалға. Лестницамен түспейсің, кіріп шығып процесс тез жүреді. Пробкада тұрмайсың. Бүкіл группа сол ауылда жатыр. Бір жаңағы екінші объекттің 2 көше болса, жаяу бара саласың деген сияқты ғой. Сол жағының барлығынан тиімді ауыл. Содан кейін, мен қалада да түсірем, бірақ енді ол азғантай съемка болса ғана, оған ақшам жетіп тұрса ғана мен соған барам. Содан кейін ғой мен ауылға кез келген темада бүйтіп ауылға бір бүйрегім бұрып тұратын ақша жағынан, екінші жағынан ол тақырып қазақ барда ол өлмейтін тақырып. Мысалға ең жаңағы асфальтна деп жатады ғой, сөйтіп кеткен адамның да ауылда бір туысы бар. Ол құрсын бәріміз ауылдан шықтық қой? Иә, ондай бір тегі ауыл көрмеді деген қазақ жоқ шығар. Ондай жоқ. Сондықтан ол ауылда түсіріліп жатыр ма, қалада түсіріліп жатыр ма, ол да емес мәселе. Мәселе ситуацияда көрсетіп атқанында. Қаланың да келіндері енесімен дәл сондай отношение болады да, мысалға. Ол ештеңе геолокациядан ештеңе өзгермейді. Сондықтан мен сол жаққа көп нәрсе айту үшін, көп нәрсе түсіру үшін, өткізу үшін мен жаңағы түсірілім алаңын ауыл қып таңдап алам. Это лайфхак. Прямо неожиданно. Смотрите, мысалы айтыласызда, сіз «Отчаянные домохозяйки» мен «Секс в большом городе» екеуін көріп не алып. Бәрі қанша дегенмен олардың жаңағы менталитеті, несі бөлек. Сіз тек конструкциясына қарайсыз. Бірақ та сіз қазақ тіліндегі осы сериалдарыңызға, киноларыңызға сценарий жазған кезде, ана өтетін диалогтар, өтетін персонаждарды как вы их определяете? Мен жалпы менің осы журналистігім ғой, бұл жерде көп көмегін тигізетін. Мен журналист кезінде жаңалық жасадым, мысалы, біріншіден. Мен халықтың жанына тиетін, дәл сол күні актуалды болып тұрған нәрселерді освещать етумен айналыстым ғой. Мен аудиторияға не өтетінін жақсы білем. Мен интуитивно сезем оны. Сосын жаңағы әлеуметтік желі бар. Біз көріп отырмыз ғой, мысалы, қандай комментарийлар, халықтың көңіл күйі, халық қандай вайбпен өмір сүріп жатыр, бәрін сканер сияқты мен өзіме сіңірем. Мысалға, мен айтам да, мен бірінші Келінжан түсірген кезде бәрі мынандай хит кетті. Неге ауылда
бір түрлі үйлер түсіре бересіңдер. Неге ауылдың сіздің жаңағы персонаждарыңыз халатпен жүреді, неге бұтына лосинімен халат киіп алады, неге носкимен шлепка киеді, осылайынан. Мен айтам да, бұл шындық қой. Ауылда кімді көрдіңдер, таң атпай тұрып сықиып боянып, бүйтіп макияжбен бүйтіп жүрген да, жаңағы халатты ол да бір лайфхак қой. Жаңағы ішіне лосины киіп алу деген, ол сенің көптеген проблемаңды шешіп тастайды да, мысалға. Ол деген адамның жеке комфорты, шындап келген кезде. Сондай. И мен айтып жатырмын да, мен космосқа барып түсіріп келген жоқпын. Мен отдельно декорациямен ауыл салған жоқпын. Ол өмірде бар ауыл. Біз одан қашпауымыз керек. Және де сондай условияда өмір сүріп жатқан, ауылда өмір сүріп жатқан адамдардың бәрі бақытсыз деген стереотипті жоюымыз керек. Олардың өз бақыты бар, олардың өз әлемі бар, олардың өз тағдыры бар. Және де олар сол ауылды сүйеді. Ол сіздердің көзіңізге бір жаман көрініп тұрған, бір оғаш көрініп тұрған үй, ол оның алтын кәдімгі ордасы болуы мүмкін да. Мысалы, бәріміз сондай үйден шықтық. Қоржынтам деген болады мысалға ше. Қаншама ондай ауылда көріп өстік соның барлығында. Және де біз фу деп қараған жоқпыз ғой ол нәрсеге. Заманның, мысалы, пластиковый окна келді ғой бізге, қалаға. Ол қазір ауылға барды деген сияқты ғой. Сол сияқты ол келе береді. Баяғы Маркестің кітабындағы лупа сияқты ол да келе береді. Ол жаймендеп, бір күні ауыл өзгереді. Өзгерген кезде сол ауылды барып түсіреміз деймін да. Мен жалпы шынайылыққа. Ол жерде, мысалы, мен өзімде бармын. Осы Роза, өзіңде барсың ол жерде. Әрқайсымыздың бойымыздағы бар қасиеттер. Кез келген ситуацияда әйелдер қалай өзін ұстауы мүмкін деген сұраққа жауап іздеп отырамын. Сосын мен, бәрі офистағыларда күледі ғой, диалог жазып отқан кезде мен жазам да дауыстап оқимын. Егер менің тіліме жатпаса, ол демек актердің да тіліне оғаш қой. Оған бір одағай сөз тіркес болмау керек та ол жерде. Оған жату керек. Сосын бүйтіп айтам, қалай амандасың, сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Мысалы, ауылда кім қайырлы күн дейді? Ешкім қайырлы күн. Күніңіз жақсы өтсін деген сияқты ма? Күніңіз жақсы өтсін, қош көрдік деп ешкім сөйлеспейді ғой мысалға. Сол сияқты амансыздар ма, жаңағы малжан аман ба деген сияқты нәрселермен да, ассалаумағалейкум деп еркектер амандасады мысалға ше. Қалыңыз қалай, жақсыз ба, шүкір деп. Осылай диалогтар осылайынан түзіледі ол өмірде. Киноға мен соны апарып салдым да, сериалға. Сондықтан ол кез келгеніміздің өз тілімізде сөйлеп тұр біріншіден. Екіншіден, ауылда тұратын келіншектер дәл сол ауылдағы келіншектерден аумай тұр. Ол актрисалар ауылда тұрмайды ғой мысалға. Бірақ солардан аумай тұр. Солардың бірі болып тұр. Біз сенеміз ғой, сол ауыл бар деп, сол отбасылар бар деп сенеміз ғой. Гуглда тіптен Келінжан түсірілген үй деп жазылып тұрады. Серьезно? Google Mapsқа кірсеңіз, Қылышбектің мектебі деп жазылып тұрады. Мен өзіме көрсеткен кезде өзім таң қалдым да. Сондай бір үлкен бір неге кеше ғана біз мысалы саундтрек түсірдік, сонда оператор күліп жатыр да, Вселенная Келінжан деп қояды. Сосын өткенде бір қызым, менде жұмыс істейтін қыз, ол тіптен дүние танымы басқа қыз. Соның өзі айтып жатыр да, сіз білесіз ба, мы себя считаем поколением, которые жили во времена Келінжан деп. Оның өзі де бір андай адамға сондай бір нәрсе сыйлайды да. Және де басында Келінжан тек ауылдағы қазақтар көреді деген түсінік болды да. Қазір Келінжанның көрерменнің аудиториясын анықтап айту мүмкін емес. Шетелдегі қазақтардың барлығы көреді мысалға, қаладағы қазақтардың барлығы көреді. Жалпы бізде урбанизация ондай бір түбегейлі болған жоқ қой. Біз бәріміз ауылдан келіп отырмыз. Біз бәріміз, менің ойымша, просто қаладағылар көрген сияқты көбірек, өйткені қызық қой. Сондайда бүкіл халықтық сондай бір жобаға айналып кетті. Оның менен сұрайды ғой, оның сыры неде, жаңа секретін айтасыз ба деп ше. Мен оны ешқашан бүйтіп колдовать етіп, мен осындай бір формулаға салам, бұл менің жеке методикам деп айта алмайды екем. Ол өз солай жүре береді. Мен мысалы маркетологпын, кәсіпкермін, и мен бірінші рет қой өсіп сізбен сөйлеп жатқаным ше. Бірақ сіздің жобаларыңызды қарап отырсам, сіз жаңа айтасыз ғой, маған журналистік тәжірибе көмектеседі деп ше, осы жобаларыңызда. Менің ойымша, сіз өзіңіз білмейсіз, сіз мықты маркетологсыз. Оны мен ылғи айтам. Мен негізі маркетологпын деп айтуға ұялам. Мен негізі мықты пиарщикпін деп айтам. Сіз маркетологсыз. Именно это прямо видно. Мен оны интуитивно жасаймын. Мысалға, ол сіздер мысалы неше түрлі жаңа кітаптар оқып, өздерің ізденесіңдер ғой. Мен интуитивно жасаймын. Маған мысалы қашанда айтады,
давайте блогерлармен бірдеңе жасайық, былай жасайық, елдер ананы жасап жатыр, елдер мынаны жасап жатыр, мен жан жағымдағылар мен үшін жандары ауырып, мен айтам да, давайте отырайық та трезво қарайық. Я маркетинг жасайтын сәттер болады, бірақ маркетингті мен оны әдейі жасаған жоқпын. Мысалы Келінжан ол кәдімгі 6-7 жылдық маркетингтің нәтижесі. Оны енді одан артық өтіріктен жаңағы ойбай бәленшемен түгенше бүйтіп қапты деген нәрселер жасағаннан ол жерде ештеңе өзгермейді деймін да. Оның өзінің жинаған абыройы бар. Осы мен өтеді. Және де мен өзім интуитивно жасаймын. Кез келген рилс салсам да, фото салсам да, ол мысалға мен ақша төлеп берген блогерлардың жасаған рекламасынан маған артығырақ нәтиже әкелетініне мен 1000% сенемін. Бұл жерде маркетинг именно продвигать етуге емес, маркетинг в плане самого продукта. Сіздің продуктыңыз сериал болатын болса, оның ішіндегі маркетинг не? Бірінші, сіз өте актуальный мемдарды тығып жібересіз сценарийға. Қазір жүріп жатқан мысалы. Мен ойлап отырмын, қазір киноңызда жаңағында қазіргі мем болғанында ешқандай не жоқ дегеннен бәрі кіретін шығар деп отырмын енді примерно. Қойды, Сондай, сосын актуальный деген қазір халық арасында актуальный, именно қара халық танитын, орталарында ерке болып жүрген сондай блогер қыздарды арасында сіз рольға салып жібересіз. Салам, кіргізесіз. Я говорю про маркетолог, продуктолог, қазіргі тілмен айтқан кезде продукт дейді, IT-да он продукт дейді. Вот именно в этом плане сіз білмейсіз, байқамайсыз. Мен білмеймін, мен ондай нәрсені арам оймен жасамаймын десем. Мен оны арам ой емес ол деп. Оны специально жасамаймын, өзі солай болады. Мен мысалға Келінжанның әр сезонында неден бастаймын деген болады ғой енді. Алдыңғы сезоннан жаман болып қалмасын, өтпей қалмасын деп. Ең қиыны сол негізінде. Сонда мен жаңағы ненің қараймын. Кім қандай нәрсе айтты, нені халық іліп алып кетті да. Мен өзім неге күлдім, өзімді что цепанула. Соның бәрін қарап жүремін да, мен соның бәрін салам. Және де мені көпшілік айтады ғой жаңағы, ойбай, басқа адам құрып қалды ма, неге осыларды түсіресіз деп мені хейтить етеді ғой. Бірақ мен айтамын да, әркімнің ақ өнерден бар таласы. Ол кино тарихында да мысалы ешқандай киноакадемия бітірмей ақ жұлдыз болғандар көп та, мысалға өте көп. Ол деген бір Құдайдан келетін талант болады біреулерде, біреудің сүйкімі болады. Мысалы мен ойлаймын, егер адам әлеуметтік желіде бір атақты болып кетсе, бір сүйкімді, ол демек оның харизмасы болып тұр ғой. Ол прямо сальтойға айналып түссе де, оның сүйкімі болмаса ешкімге өтпейді ол адам. Ол жынды болсын, ол бір түрлі болсын да, не формат болсын да, бірдеңкесімен тартты ғой сені да. Бір персонаж, бір сияқты бір нәрсесімен тартты ғой. Сонша аудитория жинап алды. Сол аудитория соның көрермені. Мен солай ойлаймын. Менің мақсатым продюсер ретінде продуктыны көрерменге сату. Ол не в виде денег, телевидениенің несінде, өткізу, в виде рейтингов, например, да. И каждый рейтинг ақып келетін адамға мен өте сондай бір жақсы қараймын. Менде мынандай жоқ, қойшы деген сияқты нәрсе жоқ та. Ол өтіп жатыр ма, мысалға мен оған жазуға намыстанбаймын. Режиссерлардан, продюсерлардың да қателігі мысалға былай жасайды. Әлемдік киноны алып қараңыз да, бывают же такие очаровашки. Олар бірақ анандай мачо емес, олар жаңа бірінші красавица емес, но очаровательный актерлар бар. Олар всегда екінші планда болады, но мы их больше запоминаем. Мысалға сондай персонаждар бар да. Біздікілер алады да, мысалы бір кинода ойнаса, оны алады да жаңағы крутой бір бандиттің рөлін береді оған, немесе жаңағыда бір басты рөлге бетіп шығарып, ана жақтағы жаңағы жетістігіне қарап не қылады. Жоқ, олай емес. Ондай актерларға прям әдемілеп қарау керек. Маған қандай рөл жасасам екен, былай шығарсам екен, осындай берсем екен деп. Мен мысалы Рүстем Жанамановқа қатысты солай ғана қараймын. Армандастар деген сериал бар. Сол жерде Қанағат деген жігіттің рөлін ойнайды Рүстем. Көріңіздер. Мысалға кәдімгідей жүрегіңді ауыртады, ойыны. Рүстемнен басқа ешкім ойнай алмаушы еді сол рөлді. Мынандай мәселе, сіз жаңа айтып жатсыз ғой, сценарийлер жазған кезде бірінші өзіңіз обкат жасайсыз, соответственно, персонаждарға әңгімені өзіңіз жазып бересіз, сөзді. Сонда сіздің әр персонажыңызда сіз барсыз деп айта аламыз ба? Ол әлбетте мен бармын.
мен тіптен кейде площадкада тұрып, мен жалпы негізі өте тактичный адаммын, режиссердің шаруасына араласпаймын. Продюсерлар болады ғой, режиссердің желкесінде тұратын, плейбекте отыратын иә, плейбекті қасында отыратын. Ол деген қатты режиссерға сенімсіздік білдіру ғой, біреудің мысалы шығармашылығына нұқсан келтіру деп есептеймін. Сондықтан мен ешқашан режиссерға тіптен замечание айтпаймын. Мен режиссер қалай шешті, қалай көрді, солай түсірді, мен соны қабылдаймын. Әрине әттеген-ай деп тұратын кездерім болады. Кейде тіптен менталдық тұрғыдан шектен шығып бара жатса ғана мен барып жәймендеп сыбырлай қоямын. Қайтып түсір болмайды деген сияқты нәрселерді. Сондықтан да кейде болады площадкада прямо түсірілімнің кезінде мен диалог ауыстыратын кездерім болады. Көрем, жаңағы жазған диалогтан да жақсы нәрсе жасап жіберуге болатын. Сосын айтам, давайте мына жерін бүйтіп айтайық, осылай ойнайық деп. Тіптен сол площадкада да сол корректировка жасалынып жатады. Ол сен мысалы қыста жазуың мүмкін, жазға дейін дала дүние болып кетеді Қазақстанда. Контекст ауысады. Сосын ауыстыруға тура келеді. Мына жаңағы Келінжан сериалын айтып жатыр ғой, мен енді түсіндім. Сіз неге қарап, именно отчаянный домохозяйки соған қарап шабыт алғаныңызды енді түсініп жатырмын да. Келінжан сериалында басты кейіпкер кім сонымен? Бұл жерде басты кейіпкер жоқ. Көрдіңіз ба? Бұл жерде басты кейіпкер жоқ. Шындап келген кезде бұл жерде жаңа төрттік қой, апа, үш келіні. Осы төрттіктің ортасында болып жатыр да. Сол төрт женский линияны бүйтіп өруді мен сол кезде үйренгенмін. Енді түсініп жатырмын. Неге ол өтті? Неге мен отчаянных домохозяйки жақсы көремін? Я только сейчас это поняла. Олар қарап отырсаңыз барлығы. Біз тек қана анандай нәрселерді тығалған жоқпыз, оларда бар нәрселерді. Жаңағы менталдық дүниелерді. Иә, олардың дәстүрлерінде, олардың культурасында, мәдениетіндегі бар нәрсені емес, но конструкция енді түсінікті. Енді отырды маған басыма. А мен ойлаймын, в чем секрет все-таки? Понятно. Ал кино отличается от сериала. Келінжан киносы. Отличается. Жалпы киноны, мен бұған дейін айтып жүрмін ғой, мен киноны бизнес деп қараған емеспін. Мен 20 жылға жуықтапты кинода жүргеніме. Мен қашанда жанымды бүйтіп өртеп жіберіп, жағып жіберіп, сол киноның артында жүретін адаммын. Мен үйде отырып, жаңа команда түсіре алады ғой, мен сізде. Ондай, мен площадкаға бармай қалған күн бір 10 саусағыңыз жетпейді шығар санасаңыз. Мен Құдайдың құтты күні площадкада отыратын адам. Мен бәрін контрольда ұстаймын. Шайлары бар ма? Шай құятын қыздың көңіл күйі қалай? Режиссердің көңіл күйі қалай? Мен жолда кетіп баратып заправкаға кірем, шоколад, анау жаңағы Red Bull бар, анау бар, мынау бар, бәрін алам. Жаңағы темекілеріне дейін, стиктарына дейін алам. Сөйтіп барам, өйткені олар ауылда ғой. Сөйтіп тіптен анау маусымдық кездерде малина, клубника сатылып тұрады, солардың бәрін ящик мен алам, барып варенье өзім қайнатам сол жақта. Ауылда жүр, ет қуырып атасыздар ғой, үнемі оны жаңа қойды алып, қой сойып, өзім жаңа қазанға құрдақ пісірем, мен бәрін істеп өстік қой. Соның бәрін жасаймын. Барынша оларды мен барлық жағынан қолдауға, қамқорлық көрсетуге тырысамын. Содан кейін де шығар, жаңағы кейде болады ғой, ойымдағыдай болмай қалды дейсің. Басында жүрген кезде ойыңдағыдай болмай тұрған нәрсені түзеуге сенде шанс бар да. Сол нәрсені жіберіп алмайшы деп жүрем. Енді қатты бет кіріспесем де сол нәрсе болмасын деп. Бірақ менің режиссерім Ернар Нұрғалиев, ол екеуміз бір-біріміз настолько түсініп кеткенбіз ғой. Ол қазір мысалға тіптен менталдық жаңағыдай кемшіліктерге бармайды, уже үйренді. Андай сөзсіз үнсіз сөйлесе бересіздер ғой. Иә, мен бүйтіп қара қалсам ол түсінеді, мысалы. Егер мен үндемей қалсам ол түсінеді. Солай түсініп тұрады. Қазір тіптен сондай конфликтіларға дейін жоғалды арамыздағы. Уже команда үйренісіп кетті. Келінжаннан бөлек проекттер жасайсыз ғой, кинолар. Недавно мен бір жаңағы жалпы ақшаға қарым-қатынас туралы кино разбор жасайын дедім де, әртүрлі қазақстандық киноларды қарай бастадым. Соның ішінде Жар-жарды көрдім. Күшті кейс та. Өйткені мына жақта ауқатты отбасы и жаңағы ақшасы жоқ отбасы. Сол екеуінің әдеттеріне разбор жасайын. Адамдар, аудитория өзінің қателігін көрсін деп. Айтып жатсыз ғой, Келінжан киносында басты кейіпкер жоқ деп. Былай қарап отырсаңыз, Жар-жар киносында да басты кейіпкер жоқ.
ол жерде кім басты кейіпкер? Жоқ, Мүмкін басты ол кейіпкер жоқ. ақша ма, менталитет па, мүмкін что-то такое, ну, Ол жердегі басты необъектное. месседж, иә, мен мысалы Келінжан түсіріп жаңағы бизнес ретінде қарамадым деп айттым ғой. Содан кейін қарасам, кәдімгі кинолар шыға бастады, жақсы ақша таба бастады. Сонда мен ойландым, мен қандай кино түсірсем екен деп. Аудиториям бар, Аллаға шүкір да, мен барыңдар десем баратын. Сіздің киноңыз түсінеміз, Сондықтан да мен осыны монетизировать етіп көрейінші деп ойландым да, және де Келінжанды полный метр қылып шығарса қалай болар екен деп. Сөйтіп біз эксперимент жасадық. Сол кезде бізге провайдерда барлығы айтты, ну, на многое не рассчитывайте, потому что люди привыкли смотреть Келінжан бесплатно. ютубтан тегін көріп үйреніп қалған дүниелері. Сондықтан бұны ақша беріп үйінен шығып келіп көретін көрермен аздау болуы мүмкін. Бұл екі түрлі нәрсе. Сериал, кино деген бұл екі түрлі нәрсе деп сөйтіп айтты. Сол кезде мен айтқам, жоқ, мен олай ойламаймын. Келінжан неге маусым болып түсіріліп жатыр? Адамдар тоймайды оған. Сондықтан да оларға бір жаңа дүние берсең, олар бәрібір келет, осыдан көресіздер деп. Мен рекорд жасаймын деп, ол кезде кішкене батылдау кезім екен. Сөйтіп бірінші жаңа Келінжан киносын шығардық қой. Осыдан 2 жыл бұрын, иә, біз 700 миллион жинадық. Неплохо. 2 жыл бұрынға это неплохо. 2 жыл бұрын біз 3-ші орында болдық сол кезде. 1-ші орында бизнес по-казахски тұрды, 2-ші орында Джохан тұрды, 3-ші орында Келінжан тұрды. Учитывая, что растиражированный сценарий болса да. Иә, солайынан сонда мен неттім, прямо өзіме риза болдым. Енді ол жаңа 700 миллионның бәрін мен қалтама салып алған жоқпын. Оның жаңа 50% кинотеатр алып қалды, 10% провайдер алып кетті, налогың бар, анауың бар. Енді керемет ақша таптым деп айта алмаймын. Но это бизнес. Это бизнес, да. Сосын мен режиссеріммен 50-50 бөлістім. Өйткені мен оның еңбегі бар, неше жыл Келінжан болуы оған да тікелей байланысты болды да. Сондықтан мен оған өзінің үлесін бердім. Но дегенмен де бір қандай да бір қомақты ақшаны қолыма ұстай алдым сол кезде. Сериалдан түк қалмайды ғой. Біздің бюджетпен, мемлекеттің беретін бюджетімен түкте қалмайды. Бір 5 миллион жылына бір жыл айналысасын, бір жылда 5 миллион табуың мүмкін. И то сен оны жаңағыдай қылып мұқливат етіп, жаңағы бүкіл опытыңды салып, жүріп табатын ақшаң да. Ал сен полный метрдан 50 миллион қолыңа ұстаған кезде офигеть етіп қаласың ғой. Неше жылдан бері сен сол 5 миллионды қанаға тұтып жүрдің да, а тут на тебе деп бүйтіп аңырап, мынаны қайда жұмсаймын деп қалатын. Кәдімгі дәмін сезіп қалдым да мен сол кезде. Содан Келінжанның екіншісін түсірем ба, түсірмеймін ба, мен үшін ол кезде жұмбақ болды. Актерлар как себя поведут, мен олармен келісімге келе алам ба деген сияқты ойлар болды да, мен енді тағы қандай кино түсірсем болады деген не болды. Сол кезде мен осы той темасын алғым келді. Біздің қазаққа тағы не актуаль. Иә, бәрі той түсіреді. Той, құдағи, құда. Тойды қай жағынан, мен Келінжан түсіретін кезде, мен каналға предлагать еткен кезінде, ұсынған кезінде, бұл жауыр болған тақырып, біз бұл тақырыпты алмаймыз деп айтқан. Өйткені келін туралы не көп, қазақта кино көп, сериал көп. Сол кезде мен айтқам, жоқ, бұл Келінжан деген атау, бұл зацепка. Ол Келінжан бір келіннің образы арқылы мен талай дүние берем, бұл басқа Келінжанға ұқсамайды деп қанша қақсағанында да алмаған. 2 жыл өткеннен кейін барып, олар жаңағы каким-то образым сол кезде ұсынған синопсис тауып алған олар. Сөйткенде оларға ол күз жақындап қалған кез, оларда жаңағы мемлекеттен игерілмей қалған ақша қалып қойған. Соған бірдеңе заказ беруге тура келген. Содан көреді, мынау күшті екен ғой деп маған ұсынады. 2 жылдан кейін. Түсіресіз ба деп. Сосын мен как раз қарлығаш ұя салғанданыма түсіріп, босатқам. Я ойбай түсірем деп. Өйткені мен соны түсіргім келіп жүрді ғой. Алдық та біз жаңа жылға дейін 1-ші сезон түсіріп үлгердік. Сентябрьден бастап. Ойла, сценарийін жазып, түсіріп, монтаждап өткіздік. Сөйтіп басталып кетті ғой осы история. Мен сол кезде айтқам, жоқ, бұл келін деген қазақ үшін ол таптаурын қылған, ол қай жағынан бересін? Сол нәрсе. Ал шындап келген кезде бізде ключевой сөз жаңағы Индияның анан дейін неше жыл көріп атсыңдар ғой. Демек біз үшін, біздің ішімізде бірдеңе триггер етіп тұр ғой сол нәрсен. Неге біз анан дейді көрсете бермей, өзіміздің келінді көрсетейік та, сонда күшті көреді ғой халық деп ойлайтынмын да. Сөйтіп түбінде мен соны дәлелдедім ғой мысалға.
Енді той тақырыбы да бәрі айтты, ой тойдан басқа тақырып жоқ па, тойдан басқа біз тойды қалай көрсетеміз, біз тойдың өзін көрсете береміз да. Ал жарда тойдың өзінде емес мәселе, дайындық қой, болады дайындық болады, тойдың болғаннан боладысы қызық да. Сосын жаңағы іштемеге қарамай қалыспау, жарысу, жаңағы елге бүйтіп көрсету, тиктокта, инстаграмда көріп жатсыз ғой, жаңағы пакет, мынау бәленшесі, мынау түгеншесі, мынау Луи Виттоны, мынау Гуччи деп халық деген бүйтіп соған кәдімгідей бір өздері соған жеткісі келіп, жаңағы соның фейгін алып жарыс та кәдімгі түптеп келген кезде мәселе ода емес қой. Мен соны көрсеткім келді. Және де сол жар арқылы біраз адам сенесіз ба, маған дайректке қанша жазды. Мендегі дәл қазір осындай ситуация болып тұрған. Жігіттер де жазды, қыздар да жазды. Менің бір әдетім сондай салмаймын да, вот біреулер бүйтіп скриндап сала береді ғой, мына салсаңшы көрейік та. Сондай нәрселер салуға ерінемін да бір шетінен. Мен маған қию керек, салу керек деп. Оған ерінемін біріншіден, екіншіден не керегі бар деп ойлаймын да. Әркім өзінің ішкі сырын жазып жатыр ғой саған. Ол дайрект деген жекең да. Саған жеке несін жазып тұрғаннан кейін не хочется оның бәрін публиковать. Бір өздерінің бір интимный дүниелерін жасады. Сол қаншасы жазды. Менде дәл осындай ситуация еді. Жігітіме айттым, жар-жарға ата-анаңды алып баршы деп. Немесе қызым айттым, жар-жарға ата-анаңды алып баршы деп. Сол киноны көргеннен кейін бәрі шешілді деп жазғандар болды. Біз ортақ шешімге келдік. Ата-анамыз түсінді, ода емес екен мәселе. Мен сондай нәтижеге қол жеткізгім келді. Және де бір адамның миына жетсе де ол деген жеңіс қой үлкен. Қарашы, ол кинодан ақша түсті ме жақсы? Ол кинодан көп ақша түскен жоқ, өйткені ол актеры там топовый, да, не, кино өте жақсы болды, бізге кішкене уақыт жетпей қалды. Рекламаға ма? Жоқ, прокат. Біз 2 аптадан кейін прокаттан шығып қалдық. Біз 2 аптадан кейін прокаттан шығып қалдық, 2 аптада где-то 465 миллион ба жинады. Және де бір апта тұрған кезде ол бір 500-ден асып 600-ға жетіп жығылатын өнім тұғымды. Сондай ішім ашып қалды, ол ақша жағынан емес, жалпы халық барып үлгермеді да, көпшілігі. Көп кино шығып кетті арық шетінен. Сөйтті бізді тіптен полный алып тастады, бізді 2 аптадан кейін жар. Аз-ақ прокатта тұрып қалды. Бірақ өзінің салынған шығынын толықтай өтеп шықты. Мен әлі күнге дейін көз етпесін минусқа кеткен жоқпын. Ол өте жақсы. Ол киноның сонша ол бизнес, неге мен бизнес деп айтып жатырмын, өйткені кино түсірілуге ауқымды ақша салынады, еңбек салынады. Ертең ол атпаса, конечно, это атпай жатқан киноларды көріп жатырмын. Өте көп. Мен ішің ашиды кеткен есіл ақша, уақыт деген сияқты. Мейлі ғой, тәжірибе деп отыру мүмкін кино авторлары, бірақ сонда да. Одан кейін біз екеуміз деген киноңызға бардым. Ол киноны былай қарадым, месседжін түсінбедім. Өзіңізден жеке сұрайын дедім. Өйткені қараңыз, басты кейіпкер ол жерде прекрасный актер. Мен ойладым да, көріп отқан кезде сіз сол голливудтық сол Тутсиді қайталағыңыз көрсеткіңіз келді ғой дейміз. Біздің кинода осындай актерлар бар. Это перевоплощение просто уникальное. Сол ол жерде басқа тура тапқасың, дөп түскесің. Мен тиктокта жоқпын әлі күнге дейін. Саналы түрде тіркелмеймін, өйткені тиктокқа тіркелсем шаруам бітетін шығар. Жүрегіңіз ауырма. Сол мен ол жаққа бармағам, бірақ менің адамдар маған сол жақтан видеолар жібереді. Соны менің исполнительный продюсерім Дидар деген қыз маған Дәуреннің Пранк махаббат деген спектакльдегі кусогын жіберіпті. Өзінің театрында. Ол әйелді ойнап жатыр да ол жерде. И билеп жатыр. Ананың пластикасы, аяғының формасы, жалпы походкасы, бүйтіп қарағандары, бәрі енді уникально да на спектакльде ше. Ол же тетяны ойнап жатыр, ол бүйтіп ше. Соны көремде есім кетеді ғой. Не деген шеберлік, актерлік, қарай берем. Просто өзім үшін қарай берем. Сосын ойландым. Мен енді ылғи жаңағы келін, ойбай, бүйтіңдер деп ақыл айтам. Жар-жарда ойбай, мынандай болмаңдар деп ақыл айтам да жүрем. Бір ақыл айтпайтын. Просто чисто голливудский форматтағы комедия түсіріп көргім келді да. Және де бізде де сондай актерлар бар деген нәрсені дәлелдегім келді. Сосын мен кімге кастинг директорым айтты, мен Дәуренді былай сыртымыздан бір-біріміз жақсы танимыз ғой, бірақ бүйтіп жүзбе-жүз кездесіп сөйлеспеген актерім. Сосын мен кастинг директорым айттым, Дәурен вдруг Алматыға келіп жатса, маған кездесу ұйымдастыр деп. Сондай кездесу ұйымдастырылды, сонда мен оған ұсындым.
оған морально ауыр болатынын білдім. Ол да кішкене бүйтіп қалды. Бірақ мен айттым, Дәурен, сен деген актерсың ғой. Вот сенде мысалға потенциал. Неужели біз бір қандай да бір предрассудкалардан қорқып осы нәрсені өлтіре саламыз? Түсіріп көрейік. Барлық нәрсе мысалға ақыл айтуға келіп тірелмейді ғой. Жалпы ситуационно күлетін, сенің актерлығыңды, сенің басқа неше түрлі қырларыңды көрсететін бір кино түсіріп көрейік. Халыққа ештеңе айтпаймыз. Мынау жаман, мынау жақсы деген нәрсе емес, кіріп күліп көріп шығатын нәрсе жасап, мораль ешқандай жасамаймыз деп. Солай келістік, соны түсірдік. Мен ойлаймын, мен соның премьерасында да айттым, мен бұл киноны жалпы актерлық шеберлікті көрсету үшін ғана түсірдім. Және де мен ол киноны ұтылған жоқпын. Мен біліп тұрдым, ол кино өлгенде өзін ақтайтын. Өйткені айтады ма, қыздың жиған төсегінде ана жерде 2-3 образ бар, 2-3 по локация бар. Едім, это там немного денег потрачено. Былай көрініп тұрады да. И әрине мен енді прямо видномдай. Жинақы, четко, артық шығыны жоқ. 2-3 локациямен біткен. Бірақ бұл жердегі основной акцент Дәуреннің ойынында болды. Да, Дәуреннің ойынында. Соған әу бастан соған басымдық берілді. Мысалы, қазір қырғыздар шығарыпты сондай кинода, бізде прокат жасады, дым өткен жоқ. Кешірсін мені, азақ касса жинауына байланысты айтып отырмын ғой. Ресейде де ондай попыткалар болғанда, бізде сондай болмапты да. И жақсы жинады ма ол кино? Жақсы жинады. Интересно. Бірақ ол одан да көп жақсы жинайтын еді, өйткені біз жаңағы елдегі ситуацияға түсіп қалдық қой. Су тасқыны болып жатқан кезде. Маған сол кезде ұсыныстар болды күзге қалдыру туралы. Ойланып, жаңа халыққа айтып қойдым ғой, шығат деп жүрдім ғой. Сосын кейін өзім суып қалам ба деп қорықтым. Сосын кез келген дүниенің өзінің бағы болады ғой. Кейін дәл мен ойлағандай мендегі энтузиазм кетіп қалған кезде киноға ол энергетически беріледі ғой. Ол тіптен өзін жоғалтып алама деп қорықтым да, нар тәуекел деп шығарып жібердім. Бірақ соның өзінде жақсы. Қазір мысалы Кинопоискта 1-ші орында тұр. Жақсы. Топ 10-та 1-ші орында тұр. Бірақ месседж жағынан айтқым келеді да, ол жерде мысалы жігіт игроман. Ол тема бар, оны енді жаңағы оны ер азаматты әйел қылу үшін бірдеңе итеру керек болды ғой. Бір себеп болу керек болды да. Соны себеп ретінде пайдаландық. И бұл жердегі мынандай мәселе болды да, ол игроман өзінің қарызгерлерінен қашу үшін ол әйелге айналады. Сөйтіп әйелге айналады да, жаңа қыздың жан-жағында жүріп, нянясы болып, шешесінің, әжесінің нянясы болып жүріп, соған ғашық болады. И вынужден играть 2 роли. Переход великолепный, просто күшті не істелінген да. Единственное, соңында махаббат болған кезде сен ойлайсың, так, жап-жақсы тәрбие көрген, оқыған, ақша істейтін, бай қыз, сондай ответственный қыз, 2 рөл ойнап жүрген бір игроман біреуге тиіп алды. Неге деймін да? Тиген жоқ қой. Ну, как бы соны сүйді. Ол тема, ол енді уақытын. Сол моментте здесь и сейчас деген білмейсің ба десем. Махаббат болды. Блин, вот это енді хэппи-энд керек болды. Жалпы кино түсірген, мен айтып отырмын ғой, мен жаңағы өткенде де жаздым, Құдая, осы кино түсірген кезде тек разборды қорқатын болдық қой. Жалпы мен айтайын, Роза, сен ғой больше разбор жасайтын да, бәрі сенен кейін разбор жасағыш. Сонда киноны түсіріп атқанда, және де оны жазып жатқан кейін мен сен туралы ойламаймын ғой. Осын біреу алып разбирать етеді екен деп ше. Ойламаңыз. Ойламаймын. Маған шынымды айтсам бәрібір ше, қандай разбор жасайсыңдар. Ол сол кезде менің миымда сендерден бөлек миллион нәрсе тұрады да. Еще мен сені қосып алсам мен білмеймін. Кино түсірмей отыру керек болады маған. Өйткені сен ертең не айтады, анау Роза коуч не айтады екен, анау не айтады екен деп, оны қашай беретін болсаң, ол қызықсыз. Саған да идеальный дүние керек емес. Не айтасың ол жерде? Не айтам, мен көңілім болмай қалды ғой. Сондықтан біздер өйстіп өз болымызда арасында бұзық боласыздар ғой. Өз немізде өзіміз қайнап жүре берейік. Сондықтан мен жалпы кинода сценарист ретінде жазып жатқан кезде мен неғымайым, өткенде бір психолог айтыпты, читкаға келген ғой. Сөйтсем, мына персонаж қандай психотипке жатады деп сұрақ қойыпты да, бәрі отыр дейді да, үндемей не айтып жатыр деп. Сол сияқты біз онда психотип па, псих па, оған қарамаймыз ғой. Біз оны положительный, отрицательный жаңағы жанры аламыз да, комедия, романтикалық комедия, драма, трагедия деген сияқты. Сондай
киноның өзінің заңдылықтарымен ғана жұмыс істейміз Иә. біз. Сондықтан да ол кино ғой. Ол Гүлназ бен Дәурен өмірде үйленіп жатқан жоқ қой. Екеуінің екі өмірі бар. Кинода бәрібір анау соңында бір адамдарға үміт сыйлау керек, хэппи энд болу керек, бәрі деп кету керек та бізге, мен үшін, кино үшін. Енді ол жерде Гүлназ, сен игромансың, сен деген ондайсың, мен сондай семьяның қызымын, қалай сен маған сөйлеп тұрсың, фу деп аяқтасақ, ойлашы, адамдар боқ жегендей болып Не қайтады. болады? Білмеймін не болатынын. Мен ондай эмоция, хэппи-энд емес кино түсіруге болады ма? ондай эмоция сыйлағым келмейді. Жоқ, мен хэппи-эндкемін. Я за хэппи-энд. Всегда. И так та өмірде жетіп жатыр ғой. Неше түрлі драма, трагедия, өмірімізде бәрі жетіп жатыр. Хотя бы кинода хэппи-энд болсын. Иә. Мен любой проблеманы драмаға салғым келмейді. Мен қарағып, бүйтіп, жерге тығып, жақсы көреді ғой сондайды, мысалы. Мен ондай сезім сыйлағым келмейді адамдарға. Мысалы, Келінжан, комедия деп кім айтты? Драма ғой. Драма ғой. Бірақ соның барлығын жеңіл, күлкімен, сондаймен жеткізіп отырмын ғой мен, мысалы. Мен кез келген үлкен проблеманы солай жеткізген жақсы көремін. Мен енді киноклубым бар ғой қазір. Біз кинопаркпен бірлесіп киноклуб аштық. Әртүрлі киноларды талдаймыз. И көбіне талдаған кезде бұл киноның мақсаты не болды, сол сұрақтарды қоямыз да, оқырмандар бірге отырмыз, алда бірге көреміз, одан кейін талдаймыз. Одан бөлек қатты әсер, бір акцент қоятын нәрсе, жалпы мен киноразборларымда, инстаграмда болсын, живой жаңа киноклубта болсын, акцент қоятын нәрсе кинодағы әйел образы қандай деген. Сонда маған сіздің сол Келінжанды разбор жасадым мен. Келінжан киносын разбор жасадым. Сол кезде маған оқырмандарым айтты, неге сіз басқа режиссерлардың бәрі жерге алып, жерге дестеп, бүйтіп бытшытын шығарасыз да, сіз Мама Сариповаға тиіскен жоқсыз дейді. Өйткені мен киноны инстаграмда разбор жасаған кезде мен оны режиссердан бастаймын. Не оймен жазды ол киноны деген кезде. Сіз Мама Сарипованы үйтіп жаңағы балшыққа батырған жоқсыз дейді да маған. Я говорю, мен батыра алмаймын. Біріншіден, батыра алмайтын себебім, бірінші айтайын себеп. Киноиндустрия бұл таза еркектің индустриясы. Бұл сала именно өте көп еркектер. Ол жерде әйел болып жүріп, успешный эксперт болу, продюсер болу оңай нәрсе емес. Ол бірінші еңбек, оны мойындау керек, мен всегда за женщин, біріншіден. Екіншіден, мен ойлаймын, сіздің киноңызда әйел образы қандай болса да, мейлі жылап жүрсін, мейлі Мәдібектің әйелі болсын, жаңағы измена жасаған дейді да, қалай болсын, түптің түбіне келген кезде сіздің киноларыңызда, сериалдарыңызда всегда женщина побеждает. Иә, мені еще всегда побеждает женщина. Еще Берік Айтжанов айтады ғой, сен киноларыңа түспеймін, өйткені сен феминисткасың деп. Сен ылғи әйелдердің табанына салып бересің бізді деп жыны келеді. Мен айтамын, ну потому что мен әйелмін деп. Мен жалпы осы кинода жүріп бар ғой, осы гендерный притеснениені сезінбеппін да. Ешқашан ол туралы ойланбаппын да даже. Осы сен ненің алдында солай айттың ғой, мен қолдаймын, хотя бы бір фактор үшін, әйел болған үшін, және еркектердің әлемінде өмір сүре алған үшін мен қолдаймын деп. Сол кезде мен миыма келеді ғой. Мә, кәсі, мен жаман қатты қиналып жүр екенмін ғой деп. Мен оны қазір мен мысалға сол туралы ойлана бастадым. Шынында да әйел адамға бұл индустрияда выживать ету өте қиын. Өте қиын. Тіптен былай, мысалы, мынандай жағдай болады. Әйел болған кезде кез келген да барлық жерде еркектер басқарып отыр ғой, шыннап келген кезде. Олармен мысалға еркек болсаң тіл табысу оңай. Олар баняға бару мүмкін бірге, рыбалкаға бару мүмкін бірге да. Не знаю, ресторанға бару мүмкін. Телеканалдарда еркектер, режиссерлар еркектер. Еркек әлемі ғой. Неформальный обстановкада көп мәселені шешіп алады да олар. Ал сен ондай нәрсе жасай алмайсың ғой. Содан кейін сен тек қана еңбегіңмен, тек қана нәтижеңмен ғана жүресің. Тірлігіңді көрсетесің. Тірлігіңді ғана көрсетесің да. Сосын жаңа өзіңнің ішкі жігерің, и то сен жаңа нәтиже көрсетіп тұрғаннан кейін ғана сенің сөзің өте бастайды оларға. Атақ өтпейді мысалға. Тіптен даже қарап тұрған кезде, мынау премьераға шақырасың ғой, предпоказға. Соның өзінде сезіледі ғой. Қалай сезіледі? Сезіледі сенің әйел екенің. Сондай нәрселер бар. Сондықтан әйелдерге, еркектерге проще. Мысалы, тіптен даже былай болады ғой, мысалы, бір актерді түсіргің келеді да, ол актер мен сен өмірде күшті араласып тұрасың да, бірақ оның досы бар, еркек досы, продюсер. Екеумізді таңдаған кезде ол досын таңдайды да, еркек продюсерді таңдайды. Сен тағы бүйтіп қап қоясың.
все время извиняющий состояниеде жүресің. Сосын сен давай деп бүйтіп нете алмайсың да, сен мысалға. Родной брат дей салмайсың, брат, жүр, давай, мен үшін Иә. тұрып берші, Иә. үйтейікші, қолдап жіберші деп айта алмайсың да. Сен соны шақырасың. Үстіватыр едім, осында рөл ет, вот сенің түскеніңді қалап тұрмын дейсің. Сон бүйтіп отырады, бүйтіп ойлам, ой, мен тойым бар, анауым бар. Хорошо, я подстроюсь дейсің. Давай, сен графигіңді бер дейсің мысалға ше. Графигіңді бер, мен графигіңа қараймын, я подстроюсь. Если сильно надо, сөйтіп, үстіп нетесің да. А потом қарасаң, прям жүреді. Той да жоқ, дым да жоқ, біреулердің киносында спокойно жүре береді. А сен постоянно извиняющий положениеда тұрасың. Потому что сенде ондай внебратский отношение жоқ да олармен. Сол кез келген жағынан өте қиын әйелдерге. Мен оны енді ғана түсініп жатырмын. Мен осы кезге дейін қатты қиналып жүргенімді енді түсініп жатырмын. Мен қиналдым деп есептеген жоқ, мен еңбектендім деп есептептім осы кезге дейін. Ал егер маған жаңағы ер азаматтарға ашық есіктердің барлығы мен үшін де ашық болғанда, мен білмеймін, мен бұған қазіргі жеткен жетістігімнен 100 есе артық жетістікке жететін едім осы кезге дейін. Ол рас, өйткені мен всегда айтамын ғой, еркектер өздері көп сфералар, кино болсын, музыкальный сферада болсын, өте көп. Ясное дело, госслужбада, үлкен корпорацияларда, басшылық позицияларда көбіне еркектер, карьера бойынша еркектер жылдамырақ жүреді. Иә. Әйелдерге қарағанда. Сондықтан да ол сфера қиын болғандықтан мен всегда айтатын едім да, сіз сол кезде Гүлнұр әпшеге еткен жоқсыз, біткен жоқ. Мен айтпаймын олай. Ол оңай емес ол жерде, сонша кино түсіру. Оны топқа шығару. Жалпы былай ғой, болашақта да разбор жасайсың да. Мен бір-ақ нәрсені айтқым келеді. Біз бір нәрсені түсініңдер да, мен жаңа айттым ғой. Мысалы, біз кейіпкерлерді ешқандай психотип бойынша определять етпейміз. Интересно. Біз мынаның іс-әрекеті біреуге мынандай болып әсер ете ма ойламаймыз да. Біз өмірдегідей, өмір сол ғой. Мысалға, адамдардың бәрі өткенде де мысалы қарап отырсам, барлығы андай болып алғанда, прям өздеріне көп алады, прям дух жинап алған, жоқ, неге ондай болмау керек, мұндай болмау керек деген нәрселерде сондай бір артық әңгімеге кетіп жатады да. Мен түсінем, қазір бізде гендерлік саясат тіптен басқа белеске шықты ғой, мысалға. Я тоже всегда за женщин. Мысалы, ол априори солай да, бірақ оны жаңағыдай әйелдердің үстемдігін көрсету үшін оның күйеуін подкаблучник қылып түсірудің қажеті жоқ. Ол мәселе ода емес қой. Кімге мысалы ондай күйеу керек? Ондай күйеуді де қаламаймыз біз шындап келген кезде. Өзімізде мықты болса да қаламаймыз. Ол өмірде әркім өзі шешеді, өзіне не комфортно, өзіне не керек, соны өзі шешеді да. Оны кинодағы мен кейде ойлаймын да, байғұс менің кейіпкерлерім деп. Олар өмірде тіптен басқа адамдар ғой. Олар сол рөлді ойнаған үшін адамдар сеніп алады да, солар өмірде сондай деп шыттарын шығарып атады ғой. Мен айтам, Құдай кешіріңдер мен деймін ғой. Сондықтан да кино бұл өмір. Вот өмірде сізде дубль жоқ. Иә. Кинода дубль бар. Сондықтан кинода барынша мен мынандай көрсеткім келеді. Мынандай ситуация, өмірде болып жатқан ситуация кинодаға салам, және де оны өзімізше алып шығуға тырысамыз. Мүмкін біз дұрыс алып шықпаған шығармыз. Бірақ біздің именно интерпретациямыз осы болып тұр. Ал сен өз ситуацияңды өзің шеш. Бұған сен мысалға көрген нәрсені, көрсеткен нәрсені қайталаудың өзі ақымақтық қой. Ол кино кәдімгі бір хикая. Өмірде қанша түрлі адам болса, сол адамның бірі ол. Біз общий модель жасамаймыз ол жерде. Идеальный модель жасамаймыз да. Идеальный модель жасасақ, ол киноны ешкім көрмейді. Өйткені ешкім идеальный емес қой. Сондықтан да болашақта да мүмкін тіптен анау бір не бар, Қылышбек бүйтіп Айсараны салып жіберетін. Соны кәдімгідей хабар осындай абьюзерларды көрсетіп атыр дегендер шығып кетті да. Мен үндемедім, бірақ ойладым. Настолько сондай бір қоғам болдық да. Ешқандай зерттеу жоқ. Оның алдында не болды, не қойды. Мысалы, абьюзерлердің бар екенін көрсету үшін де абьюзерді көрсету керек емес па? Оны ойнау керек емес па, мысалға ше? Сондай болмау, оның қаншалықты жек көрінішті екенін, оның балаларына қалай әсер еткенін көрсету арқылы біз сол нәрседен адамдарды алшақтатпаймыз ба? Біздің мақсатымыз сол емес па? А біз оның бәрін көрсетпесек, оның бәрін тықсақ,
мысалға арақ ішетін адам жоқ, төбелесетін адам жоқ, әйел ұратын адам жоқ, ештеме көрсетпесек мысалға, значит өтірік кино ғой ол деген. Сол ситуацияның қаншалықты жексұрын екенін көрсету үшін де біз сол жексұрын қылып түсіруіміз керек қой. Соны көріп адамға сабақ алу керек. Қылышбек ұрайын деп қалды, ұрмады, значит ұратын еді деп ешкім ойланбайды ғой мысалға. Сондай нәрселерді мен көрерменге жеткізгім келеді да, жандарым-ау деп. Мысалы, не бір ужас кино түсіреді да, бірақ сен дәл сөйтіп ужас бол деп айтпайды ғой. Біздің қазақтар құдай кино түсірді, жоқ сіз өйтіп айтасыз, ананың күйеуін бейшара қылғансыз, ананың әйелін үйткесіз, бүйткесіз деп миыңды қағып алады ғой кәдімгі. Неужели нельзя просто посмотреть фильм? Енді драма біз енді халық көптеп барлық жанрлардың ішінде ең көп көретін драма ғой. И драмадағы актерларға бәрібір бой түзейді. Мысалы, Москва слезам не верит. Шыққан кезде қаншама рейтингісі болды, кинотеатрда көрсетті. Қарасақ сол модель. Жаңағы кәсіпкер, бастық, оқыған, тоқыған Катя какой-то бір ішіп жүрген запойды андасын запойға кетіп қалатын, сондай біреуге ғашық болып сөйтіп не істеді. Яғни бұл жердегі андай месседжді совет үкіметінің әйелдері қалай түсінді? Ойбай, сантехник болса да, алқаш болса да, қандай болса да осыны ал. Осы сенің жаңағы тіптен сен жеткен бүкіл арманың осы деген. Сондай месседжбен. Бірақ ол 80-ші жылғы кино. Бірақ өкініштісі әлі күнге дейін сол Мосфильмнің несінде YouTube каналында кино бар ғой. Сол астына комментарий қазір кіріп қарасаңыз, недавно жазылғандар болды да, какая эпоха, какой шикарный фильм, прекрасные персонажи деп отыратындар өте көп. Яғни кино бәрі қанша дегенмен медиа адамдарға әсер етеді ғой. Сондықтан да біз жаңа кинода көбіне мен разбор жасайтынды содан. Мынау кино, мынау өмір деп. Иә. Бірақ сіздің киноларыңызда маған ұнайтын, сразу айтайын, ұнайтын, әрине сіз диалогтарда, персонаждарда жаңағы мизогиния, жек көру, әйелді жек көру, әйелге тиісу, бір ауыз болмау, оның бәрі енді сценарный ходтар екенін біліп тұрмын ғой. Соны көрсетесіз да, бірақ түбіне келген кезде сіздің персонаждарыңыздағы, әйел персонаждардың бәрі соңында бәрібір бір жақ болып қосылып кетеді олар. Сосын жеңіп кетеді ғой. Мысалы, жеңіп кім Айсара күйеуінің мектеп директоры болған, сосын әкім болған қалады. Болдырды. Иә. Кім Бақия Мәдібектің өзіне қайтып келгенін қалады, измена жасаған кезде. Қайтып келді. Қайтып келді, иә. Асылжан, Асылым айтты, мен күйеуім қасымда болған қалайым деді. Болды. Иә. Түбі бәрібір өзін көрсетеді. Маған соны ұнайды. Сіздің персонаждарыңызда бәрібір әйел, как бы у вас скрытый матриархат киноңызда. Мүмкін, иә. Айтып отырмын ғой, мен бәрібір де кеше ғана бір нәрсе не қылдық. Әйелі еркекті азғырса, еркек тыңдағысы келмейді да, жоқ деп айтады, бірақ түбінде ол әйелін айтқанын істейді. Иә. Еркек әйелді азғырса, әйел өзінің пікірінде бәрібір қалады. Ол бірден жақсы деп келісу мүмкін, түптеп келген кезде бәрі өзінікін істейді. Осы екі айырмашылықта мен осы философияға салам. Ол өмір ғой, қарап тұрсаңыз өмір. Вообще отбасының отбасы болып қалуы, барлығы жаңағы біз қазір соңғы кезде айтып жатыр ғой, жоқ, әйелдің мойнына іле бермеңдер, еркектердің де жауапкершілігі болу керек. Мен бәрімен келсем, бір әйелдің қулығы 40 есекке жүк болады дейді. Әйел ұрыспай-ақ, таяқ жемей-ақ, қырылмай-ақ айтқанын істей алады. Егер ақылына салса, айласына салса да, егер жаңа ойбай мен дейтін болса, әрине оған ответка дәл солай болады. Сондықтан мен біреуін жаңағы айғаймен жеңетін, біреуін жаңа қылығымен жеңетін, үшіншісін сабырлығымен жеңетін қылып, бәрібір түбінде отбасын сақтап қалуда ключевой не? Соған әкеп тіреуге тырсам. Мүмкін ол дұрыс емес шығар, бірақ менің дәл сондай ситуацияда мен солай өзім солай шешкім келді да. Және де мысалы еркектер анау бәрін бүлдіріп алып қайтып келе алмай қалады ғой. Сол кездерде әйелдердің мысалға бірге қосылып алып шешіп кетуі деген сияқты нәрселерге көп мән берем. Білмеймін енді, мен енді өзім мақтап, ойбай мен кереметпін деп отырған жоқпын. Дәл солай болады. Және де ол халық соны нетіп жатыр ғой, көріп жатыр ғой, демек откликаются. Енді былай қарағанда сіздің киноларыңыз өмірдегі бар нәрсені
вы переносите Да, на экран. переношу. Просто вот бар Иә, нәрсені бар біз нәрсені. өзімізді көреміз да күлеміз. Иә. Қараңызшы, сіздің киноларыңызда, сериалдарыңызда дейік, білмеймін ғой, әлі келінжан неше сезон болатын, жүре берсін. Отчаянный домохозяйки 8 сезонға барып жығылдық қой, мысалы үшін да. Сол сияқты бола берсін дейміз ғой. Сіздің киноларыңызда үй тұрмысына көмектесетін, әйелмен бірге тамақ істейтін, балаларға қарайтын, әйеліне сондай қолғабыс жасайтын еркек персонаж пайда болуы мүмкін ба? Қылышбек сондай ғой. Қылышбек өмірі дастархан жасасып жүреді, баласын көтеріп жүреді. Шынымен, иә? Шынымен, неге қарап білмейсіңдер, соны көрмейсіңдер. Асқар сондай. Асылымның қасында жүреді де қояды. Шелегін көтеріп, несін көтеріп, самаурын жағып, қасында жүреді ғой. Айтпақшы, Қылышбек балаларын көтеріп жүреді, мектепке апарып жүреді сондай ғой. Мектепке апарады. Иә, ол деген тіптен анау екінші частьта ма, ол кәдімгі алдына фартук байлап алып, кімге завтрак беріп жүреді ғой, Айсараға. Оның барлығы негізінде бар да. Енді ол постоянно ондай істемейді, но арасында істеп тұрады да. Оны ешкім бүйтіп байқамайды. Енді оны прям сондай толыққан сондай еркек қылып түсіргім келмейді. Менің настроениесі бар кез. Иногда мысалы менің де күйеуім кофе в постель әкеліп береді. Мен оны жасырмаймын. Мен кейде шаршап, ұқтап қалсам, мысалға оған таңғы тамағы берілмей қалса, ол өзі маған ана бір чашка кофені әкеп тумбочкама қойып кетеді. Ей, тұрсаш бол деп та, мысалға. Сосын кофемді ішіп, оянып барып тамағын берем. Сол сияқты мен қолым тимей жатса, мысалы супермаркетке барып не аласаш, список бойынша жаңа не аласал деп. Айланың шаруаларын мысалы менің қолым тимей жатқан кезде жасайды деген сияқты. Бірақ ол не означает же, что сен қолбалаң болып кетті деген нәрсе емес қой. Жоқ, ол сондықтан да совместный нәрселерді ол Келінжанда ондай өте көп. Негізінде былай байқап, анализ жасасаңдар көресіңдер. Біз екеуміз көрдік қой. Прям біз тоқтай алмадық. Бұл Келінжан болып жатыр деп мамамдар, папамдар айтып жүреді да, уақыт жоқ қой бізден жұмыстан. Сосын бір выходныйда есімде әйтеуір 4 сезон бар ғой негізі. Иә, 5 сезон. Біз 4 сезонды білмеймін, не выходной болды, отпуск болды ма, бірден көріп тастадық қой. Жатпай тұрмай сыртқа шығып келеміз. Елдің бәрі сөйтіп айтады, күйеуім көрмейтін еді қазақша сериал, осыған отырып алды деп ше. Ему понравилось то, что вот реалистичность. Сен ол жерде жасанды образ жоқ. Барлық персонаж өмірден. Қылышбек действительно мектептің директоры сияқты, мысалы үшін. Иә, Айсара, мысалы үшін Айсара, әрбір отбасында бір Айсара бар. Сол ғой. Бір сөйтіп жүретін, бетіп жүретін бір әйел бар да. Сол ғой. Сол сияқты сондықтан болған персонаждар сондай универсальный болғандықтан бір-біріміз танимыз ғой, қоғамда танимыз да сондай нені. Кстати, Досмұқасан сіз түсіргеніңіз білмеппін. Досмұқасан ол менің фильмім емес, түбегейлі. Ол фильм Арай Медиа групп деген компания алған тапсырысты. Олар түсіріп бастаған, 10 минутын түсіріп қойғанда съемка тоқтап қалған. Олардың өздерінің ішкі конфликтілер орын алған. Содан бұл фильмді маған продюсер ретінде түсіріп беріңіз деген өтініштен басталды. Көңіл қимайтын бір кісі просьба жасады, менің подругам, көмектесші деп. Содан мен қалай болар екен, ол кезде мен өзім Роза Бағланова туралы сериал түсірейін деп жатқам, маска түсіріп жатқам, Келінжан тұрған, бүйтіп жатқан кез. Содан мен қойшы, әлде қандай болмай қойшы деп мен соған кірісіп кеттім. Полный жаңағы өздерінің қалған бюджеттерінің шеңберінде бүкіл сроктарын бәрін соблюдать етіп, полный түсіріп бердім. Бірақ жаңағыда кастты бәрін сіз жасаған жоқсыз? Жоқ, каст оған дейін жасалынып қойған, өйткені олар 10 минут жасап қойған ғой. 10 минутын ғана түсіріп қойған ғой, қалған 110 минутты мен түсіріп бердім. Мен көрген жоқпын, өте күрделі съемка болды. Біріншіден неге эпоха, тарихи ғой, енді қара байопик, но тарихи да, әртүрлі кезеңдер. Содан кейін екіншіден олар әншілер, артисты же, массовка, үлкен жаңағы не дейді әлгі объектілер, бүкіл өте күрделі болды, өте қиын съемка болды. Мен прям тозып кеттім соны түсіріп біткенше. Бірақ бір күн съемка тоқтамай до конца түсіріп шықтым. О жерде жаңағыдай бүкілін декорация тұрғызу керек кездер болды, қаншама объектілер болды. Өскеменге барып түсірдік мысалға да. Соның барлығын коммуникациясы бар, адами факторлар бар, актерлар басқа проектларда түсіріп атты. Сол кезде
солардың барлығын аналармен келісіп әкеліп өстіп прямо жүрдім. 1,5 ай ұйықтаған жоқпын, 1,5 ай вообще ешқайда шыққан жоқпын. Соның басы қасында жүріп полностью сол проекттің өмірге келуіне бар күш жігерімді салдым. Қай жағынан болсын, ол ішкі контентіне де араластым. Мына жер былай болсын, мына жер былай болсын, мына жерде махаббат жетіспейді, мынаны былай жасайық деген сияқты көп нәрселерге енді біреудің киносы деп қараған жоқпын шынын айтқан кезде. Тура өзімнің киноларымда қалай жүрем, дәл солай жүрдім. Енді оны маған жаңағы барлығы біткеннен кейін барлығы жаңағы не жасалды ғой, премьера болып, сондай болған кезде мен кішкене шеттеп қалдым да, мен ондайды күткен жоқпын. Мен өзім киноларымды жаңа қалай жасадым, онда солай жасадым ғой енді. Осы киноның түсірілуіне, жалпы осы киноның экранға шығуына әсер еткен, соған бар күшін салған осындай адам бар еді. Соған деп бір ауыз рахмет те айтылған жоқ. Сондықтан мен сол жерде білмеймін, жаман жылағым келіп кетті сол жерде. Бірақ ол киноны мен монтажында көргенмін, оның бүкіл басы қасында жүрдім ғой енді. Ол киноның қандай екенін де білемін, бірақ премьерасында мен тіптен соңына дейін отырғым да келген жоқ. Өзімді сондай бір жаман сезіндім, көңіліме алып қалдым кәдімгідей. Иә, әрине кейін артынан жоқ, ондай жаңағы толқып тұрған кезде естен шығыпты, анау мынау деген әңгімелер айтылды. Бірақ мен сол бой жауып қойдым. Және де осы Досмұқасанды сіз түсірдіңіз ба деген сұрақ болса, мен қашам да, ол туралы айтқым келмейді. Бірақ мен Алла көріп тұр ғой, ол фильмге түскен актерлар да, фильмді түсірген режиссер Айдын Сақаманов да, барлығы ол жер кімнің арқасында түсірілген жақсы біледі деп ойлаймын. Оны мойындай ма, мойындамай ма, оны өздері білсін. Бірақ оны ол жерде жүрген бүкіл группасыз қалған, түсірілім тобынсыз қалған олар мысалға. Сол группаның бәрін жинап, өзімнің неше жылғы жинаған абыройымды салып сол жерге. Солайынан бұл енді тарихи дүние ғой, қазаққа керек дүние ғой. Оның мен пиармен қалай айналыстым. Мен бірінші күннен бастап осы Инстаграмда мен оқырмандарым біледі ғой, қақсап, ойбай Досмұқасан түсіріліп жатыр, былай түсіріліп жатыр, былай түсіріліп жатыр. Мысалы ғана стилягиді орыстар қалай поддерживать етті да, мысалға. Өздерінің нелерін қалай нетеді, давайте, жастар, сіздер көрулеріңіз керек. Өйткені қазір каждый подвалда или каждый үйде бір компьютер ұстап отқан музыкант көп мысалға. Соцсеттерде ешкімнің несіз ақ жұлдыз болып жүрген музыканттар көп. Мен айтам да, мысалы Досмұқасан кезінде солай бастаған оларда. Жаңағыдай актовый залдан ана жаққа қашып пұшып паркке барып жүріп, сөйтіп легенда болды. Сендер менің жерде айтқым келгені, қазіргі істеп, қазір аттарың шықпай жатса, не унывайте, тоқтамаңдар. Егер сендер музыканың адамы болсаңдар, жалғастыра беріңдер. Түбінде сендерден бірдеңе шығады деген месседжді жеткізейік. Жастар барып көрсін деген нәрсенің бәрін прям тынымсыз жасап келдім да, ең соңында осындай бір ыңғайсыз жағдай болды да. Оны мен қайта айта береді деп ренжитін шығар. Бірақ енді сұралғаннан кейін айтып мен бір жерде естіп тұрмын. Мен ол премьераға я не попала. Есімде жоқ не үшін. Қалада болмадым ба? Өте жақсы кино. Көр. Премьерасына барған жоқпын біріншіден. Бірақ енді басқа да өзім достарым, блогерларым барып енді түсіреді ғой. Аплодисмент, сахнада кім түсірді, режиссерлар шығады. Міне жерде сізді көрген жоқ. Мен болмағанда осы жерде айтып кетейін, ешқашан айтқан емеспін. Жарайды, продюсердің есінен шығып кетті дейік та. Ол жерде режиссердің есінен шығуы мүмкін емес еді. Режиссер ең болмағанда өз сөйлеп тұрған кезде күләпше деп бір ауыз айтса, маған ештеңе керек емес еді ол жерде. Әрқайсысы жаңағы не дейді, жеңістің нұрына өзінше шомылып тұрды да ол жерде. Дәл сол сәтке кіммен жеткенін ұмытып қалды барлығы. Мен сол нәрсені жұта алмай қалдым. Бұл жерде маған ол келіп кететін менің мансабыма бір ойбай қосымша деген нәрсе емес, менің жүрегімде қалып қойған. Бұл жерде сол нәрсе қалып қойды менің. Еңбегім қалып қойды да. Еңбегіме деген менің еңбегімді құнсыздандыру, менің өзімнің, мен деген соңғы адам емеспін ғой кинода жүрген. Ертең бір жер болмаса бір жерде кездесеміз ғой. Сондай кезде неге жүздеріңді жарық қылып алмадыңдар деген нәрсе қалып қойды да менде. Атак жоқ, қазақ киносының қоржынына Досмұқасандай фильмнің түскеніне мен өте қуаныштымын. Ол бөлек дүние, ол кәдімгі стоящий дүние. Мен көрген жоқпын, енді көремін, мен бүгін көріп отырмын мына жерден. Мемлекеттің ақшасына түсірілген фильмдардың ішінде ең көп касса жинаған бірден бір фильм Досмұқасан. Бүгінге дейін 600 миллионға дейін касса жинады. Ол дегеніңіз нонсенс. Согласна.
мемлекеттің ақшасына түсірілген билет жиналмайды иә ғой. кинода ол парламентте де айтылып жатыр, ылғи жазылады. Сонда көрермендер маған жіберіп отырады, міне Дос Мұқасан туралы айтып жатыр деп. Мен бірақ ешқашан оны мақтанып, осындай екен деп айтпаймын, айтқым келмейді, өйткені маған сол қимады ғой сол нәрсені. Қимағаннан кейін мен не істеймін оған жабысып. Я в шоке. Мен қыздар маған дайындайды ғой, қандай кинолар түсірген списоктардың бәріне жерде Дос Мұқасан бүйтіп қалдым. Дедім да, осы сұрап жатырмын. Ол жерде мені тіптен жаңағы атқарушы продюсер деп титрда жазған, не кажется, мен ол жерде атқарушы продюсер болған жоқпын. Мен ол жерде бас продюсер емес, мен продюсер болдым. Мен жоба жетекшісі болдым. Ол жерде білмеймін, неге соншалықты бір пендешіліктер ойнады екен деп қазірге дейін ойланам. Я в шоке, честно. Барып көрем. Бүгін ба, ертең демалысымда көрем сол киноны. Қалай болды екен, айтам сізге қалай болған. Жалпы кинодағы жаңағы неше түрлі образдарды бәрін не қылдық қой. Келінжан енді хит. Жаңағы айтқандай вселенная келін. Если Джон Роллингта вселенная Гарри Поттера болатын болса, сізде вселенная Келінжан. Да, вселенная Келінжан. Какие у вас планы по поводу Келінжан? Дальше неше сезон болады деп ойлайсыз? Мен негізі биыл сериал түсірмедім. Байқаған шығарсыздар, иә? Жыл сайын сезонмен шығатын сериалды мен биыл түсірмедім. Өйткені маған сериал түсіру өте қиындап кетті. Ол шығармашылық жағынан емес, жалпы актерлармен келісу, мәмілеге келу деген сияқты. Бір кинодағы оқиға өміріме ауысып кеткен сияқты болды ғой. Бәріміз бір үйдің адамы сияқты болып кеттік та, уже басымыз шығыспай кетті шынын айтқан кезде. Бір-бірлерінен шаршап кетті. Бәріміз сондай бір ырың-жырың, сондай бір нәрсе болды да, сосын мен ойладым. Маған керек па осы нәрсе? Мен кадрдың сыртында жүрген адамым, Құдай-ау, менің түрім де жоқ қой Келінжанның ішінде. Қарап тұрсаң да. Сосын полный метрге байланысты ойландым, түсірсем бе екен, түсірмесем бе екен деп. Бірақ түсірейін деп шештім. Өзімнің көңілімнен шықты. Сондай бір жақсы кино. Күтіп отырмыз. Күтіңіздер. Қашан шығады? 26 декабрь күні шығады, желтоқсан. Тура жаңа жылдың алдында шығайын деп тұрмыз. Айтып тұрмын ғой, өзі Құдай бақ берген жоба бұл негізінде. Өзі кез келген дүниенің бір несі болады екен ғой, бағы бар дүние, өзімен өзі солай болады екен. Мен бірақ бұл жолы Келінжанды жалғыз түсірген жоқпын. Көптеген факторларға байланысты мен бұл жолы кинопаркпен бірігіп түсірдім. Тайгер Фильмспен. Тайгер Фильммен, иә. Молодцы. Сол коллаборация болды. Бірақ Алмаз мырза екеуміз сөйлескен кезде мен ұсындым. Содан кейін және де біздің осы жаңа жылдың алдына тұруымыз, жақсы датаға да вообще релиздің өте сәтті болуы кинопаркпен бірлесіп істеген шаруаның нәтижесі. Өле жегенше бөле же. Өте жақсы. Қуаныштымын, кинопаркпен мен де партнермін қазір, так что қуаныштымын. Бұл одан кейін екінші фильм, ол бірінші серіктестігіміз болды, соны артын ала бере Кәрі қыз деген кино түсірдік. Бұл енді өзімнің стилімдегі жаңағы неге кәрі қыз? Актуалды тақырыптардың неге кәрі жігіт емес? Видишь, триггер етіп тұрсен. Сол жерде бәрі айтылады. Біздің главный героинеміз солай айтады. Неге кәрі қыз деп айтады да, жігіттерді сүрбойдақ деп айтасыңдар. Вот. Осы тақырыптың төңірегінде көп нәрсе болады. Кәрі қыз деген, давайте все как бы будем называть своими именами деген нәрсе ғой. Вот именно когда мы называем... Кәрі жігіт деген, мен бәрін түсінемін, просто видишь, жалпы анандай нәрселер ғой. Героиня арқылы, кейіпкер арқылы көп нәрсе айтылады. Алдын ала қатты протестовать етпеңдер, неге кәрі қыз деп. Бар бұрысып қайтамыз ба онда? Бұл дегенің анандай ғой, тоже маркетинг қой. Мен білдім сіздің маркетолог екеніңізді. Тоже маркетинг. Атының өзі елең еткізу керек та. Неге Гүлнұр ханым әйел бола тұра осындай кино түсіреді деп. Осындай атын неге осылай қояды деп жындансын деп. Қашан шығады кәрі қыз? 30 январь күні шығады. 30 қараша күні. Бірінен кейін бір ма? Бірінен кейін бір шығады. Мен өзім солай методикам. Өйткені Келінжанға келген көрермен кәрі қыздың трейлерін вшитый күйінде көреді. Және де Келінжан авторларынан деп ол сол жерде жарнамаланады. Отсылка беріп қоясыз. Отсылка беріп кетем. Мен түсінгенім бойынша сіз көбірек киноға кеткіңіз келіп тұр ғой, сериал емес. Иә, сериалды келесі жылы Келінжанды жалғастырыңыз деп сұрап жатқан көрермен өте көп.
канал Екібастан сұрап жатыр. Сосын бұлар да 1 жыл сериал болмай қалып кішкене шөлдеп қалды. Андай бүйтіп орныңыз бөлініп қалып. Актерлар да өздері де бір екеуімен сөйлесіп едім, ой сериал түсіріңізші деп қапты. Сондықтан ойланып отырмын. Түсірсем, мен просто Келінжан түсіргенде өзім рахаттанамын да. Полный метр деген менің кайфым емес, шын айтқанда. Ол 10-15 күннің ішінде өтеді де кетеді да процесс. Иә. Сериал деген андай ғой, долгоиграющий, сен оны жазасың, дайындаласың, бүкіл группаңмен көшіп ауылға барасың, сол жерде айлап жүресің, сосын оны монтаждайсың, оның музыкасы жазылады. Сонымен бүйтіп бір какой-то бір период жизни сенде сондай бір вайб болады да. Маған сол ұнайды. Жаңа персонаждар алып келесің, оларды наблюдать етесің, новый саундтрек іздейсің. Сол сам процесс маған қатты ұнайды. Соны өзімде биыл қатты сол жетіспеді маған. Сондықтан келесі жылы мүмкін Келінжан 6 сериал болып шығуы мүмкін. Оның үстіне канал айтып жатыр. Егер кейбіреулер түскісі келмесе, түсірмей ақ қойыңыз дейді. Сценарий бойынша алып кете аласыз қой дейді да, олардың жоқтығын. Түскісі келетіндермен түсіре беріңіз. В любом виде Келінжаннан артық сериал жоқ деп жатыр. Сондықтан мен қазір ойланып жатырмын. Бірақ сценарийін полностью ойластырып қойдым. Оля! Білмеймін, түсіремін ба, бірақ сценарий бар. Сценарий бар, полный неден басталады, не болады, бәрін нетіп қойдым. Өзім қай персонаждарды қайтарам, қандай персонаждар новыйдан келеді, бәрін ойластырып қойдым. Сондықтан 6 маусым болуы да мүмкін. Мы ждем. Былай қарасақ, мысалы, мен өзім Игра престолов жақсы көремін. Мен үшін ең мықты әлемдегі номер 1 сериалдардың бірі Игра престолов. 8 сезон. Игра престолов 1 сезон шыққан кезде мен енді баламды босанғам 2011-де. Біткен кезде балам 8-ге келді ғой. Мысалы үшін да. Жылынан бір рет шығады. Келінжанмен де солай өскен қыздар мектепке барды ғой. Представляете? Асылым деп қойған ана статистика агенттігінің несі бойынша қай жылы Асылымде ең көп қойылған аттардың 3-тігіне енген. Келінжанның кезінде. Солар қаншама адам дайрекке жібереді. Нағыз Келінжан көріп атқан кезде өмірге келіп мектепке барып атырық деп қаншама кішкентай асылымдар мектепке барды уже, представляете? Сосын біреу жазып жіберіпті, менің декретімді депрессиясыз алып шыққан сізсіз деп. Өйткені 3-еуін қатарынан босаныпты да. 3-еуінде де Келінжанмен шығып кеттім депрессиядан дейді. Сондай нәрселерді оқыған кезде кәдімгі жүрегім жылайды да меніңше. Ол рас, мен ойлаймын, енді жоқ дегенде 8 сезон болу керек деп ойлаймын. Болсын, шүкір болсын. Менде де анандай не дейді, кемшіліксіз адам жоқ қой. Мен тіптен кіріп кетем сондай нәрселерге. Маған оған тек жұмыс ретінде қарап үйрену керек. Сол кезде мүмкін маған жеңілірек болатын шығар. Сіз проектіге кірмесеңіз, сіздің проектіңіз атпайды, Гүлеке. Иә, бұл мүмкін, просто өзім сөйтіп ойлап қоямын да бүйтіп ше. Бірақ болмай қалады. Болмайды бәрі. Жұмысыңыз жақсы көресіз ғой өйткені. Қараңыз, бұл подкастты оқырмандар көрсін, көргенін қалап жатырмын да. Жалпы мен ойлаймын, жалғыз мен емес, көптеген аудиториядағы менің оқырмандарым, сіздің де оқырмандарыңыз көреді. Келінжанның 6 сезон болғанын қалайтын шығар деп ойлаймын. Енді бәрі соның бір шетінен ойлаймын да, ақша табу ол бір нәрсе, бизнесте. Бір ақшаны табу үшін бір нәрсені былай тегін беріп те араластыру керек шығар. Ауылда қаншама көрермен бар, кинотеатры жоқ та. Олар кинотеатрға бара алмайды, сосын оның ютубқа шыққанын жылдап күтеді. Бізде оңбаған соны бүйтіп сармайдай сақтап бермей отырамыз ғой. Кинопоиск қана бәріне шығып алғанша. Сонша уақыт оны күтеді деймін да. Сондағысы 1,5 сағатта өтеді деген тоймай қалады да. Ол ауылдағы адамдар үшін де үлкен бір соны күтеді да, сондай нәрсені. Оларға да беріп тұру керек. Мен енді айтқым келіп отқан, оқырмандарға ұсынғым келіп тұр. Осы подкасты көріп отқан оқырмандар, құрметті Көзқарас подкастының оқырмандары, Гүлнұр ханымның оқырмандары, қош келдіңіздер, жаңадан келіп жатсаңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк қойыңыздар и комментарийда міндетті түрде Келінжан сериалы 6 сезоны не үшін қайтадан болу керек? Осы сұраққа жауап жазыңыздар. Кімнің жауабы креативный болады және ең көп лайк жинайды. Менен
Не сыйлық бересіз? Қандай? не сыйлық берейін? Білмеймін. Ең оңай ақша негізі. Да, давайте ақша берейік. Қанша? Қанша таратасыз? Менде әртүрлі қонақтар 10 мыңнан береді, бір 3 оқырманға, 4-5 оқырманға, өзіңіз қараңыз қаншаға. 5 оқырманға 20 мыңнан беремін. Нормально. Короче, бүйтесіңдер. Қайтадан басынан бастап айтамын, жақсылап тыңдап алыңдар. Пікірде жазған кезде, комментарий жазған кезде, Келінжан сезоны, 6-шы сезон не үшін қайтадан түсірілу керек? Сол туралы өздеріңіз ойларыңызды жазыңыздар. Пікір жазған кезде Инстаграмдағы аккаунтыңызды и нөміріңізді қалдырыңыздар, әйтпесе бір күшті жазып аласыздар да, одан кейін таппай жүреміз, Сосын кімнің пікірі ең көп лайк жинайды? 5 адамға, ең көп лайк жинаған 5 адамға нөміріңіз қалдырылса, 20 мыңнан. Сіздерге жіберем, өздерің таратасыңдар. Жарайды. Гүлнұр ханым 20 мыңнан таратады, бізге жібереді, біз 5 адамға 20 мыңнан береміз. Отчет міндетті түрде болады. Сіздерге осындай конкурс. Гүлнұр ханым, қалай сізге бүгінгі подкаст? Күшті. Ұнады ма? Ұнады. Жалпы мен анау осы подкастқа келе жатқан кезде бағана өзім не сап қойдым, сторис алып қойдым. Мен үшін непривычный форматта өтетін сияқты деп. Иә, ең басында жалпы қазір мен киноларымда да көп сол темаға шутить етем. Коуч көп, психолог көп, мен жан-жағымда жүрген подружкаларым да жеткілікті. Сондай бір не қылып скептически относиться ететін адамдардың біреуі менмін. Относиться етіп те келгенмін да көбінесе. Өйткені біріншіден жаңағы өмірдің бәрін көріп ұстаған адам ретінде өзіңді санайсың. Енді біз талай дүниеден өттік қой, небір мектебіңіз өте ауқымды. Иә, сондықтан да деп қаласында Құдай ай осыған да ми жетпейтін адамдар бар ма не деп ойлайтынмын да. Кейін өзім түсіне бастадым. Оказывается, сен үшін қарапайым очевидный нәрсе біреу үшін қиын дүние екен. Және де соны түсіндіріп, жеткізіп айтудың өзі адам үшін үлкен еңбек. Бұл деген образовательный бір миссия сияқты ғой. Сондықтан мен өзімнің мен қазір жалпы бәрін қабылдадым. Шын айтайын. Ешкім жаңағыдай не қылмаймын. Жаңағыда атүсті қарамаймын. Менің кішкентай қызым таза қазақша сөйлейді, Ғайникам. Мен жалпы қыздарым үшеуі де таза қазақша сөйлейді, бірақ қалада туылып өсті барлығы. Осы мен ғой бүйтіп қақсап отыратын. Сол кішкентай қызым қазақшаны таза сөйлейді, бірақ кейбір андай ментальный дүниелер түсінбейді да. Соны анау бүйтеді ғой. Бір дружить етіп жүрген жігіт айтқан ғой, құлағыңа алтын сырға деп бірдеңе айтқан ғой. Сөйтсе ойланып, неге алтын сырға, неге бриллиант емес деп айтты да. Анекдот болды ғой деген. Содан маған айтады да, ол күлген ғой, да. Сонымен маған айтады да, мне кажется, он хочет маған сырға салуға деп ше. Мен айтам, оны қайдан білдің десем, ол маған сөйтіп жазып еді. Сосын неге алтын сырға, неге бриллиант емес деп жаздым деп. Мен ана жерден өзім құладым. Мама, Ғайни, сені мен туған ба дедім ғой. Мама Сарипова, қызсың ғой сен деп жатырмын да. Сөйтсем, мама мен ондайды білмейді екем дейді. Бірақ сондай бір моменттер болады ғой. Соларға қарап та көп нәрсені өзім қазір ойлаймын. Бұлар әлі кішкентай, өмірден түк көрген жоқ. Біз жалмауыз болдық қой. Біз қаладан ауылға келдік. Мынандай үлкен ғаламда, мынандай үлкен қалада, Шымкенттің ауылының отделениенің учаскасынан шығып келдік да мысалға. Өзіміздің осы жерде тұрақтап қалуымыз үшін күрестік қой біздер деген. Мен де Сарыағаштамын, курорттамын ғой. Соны айтамын да, келіп ап, ой, не істемедік біздер деген. Мама жалмаңдап, ананда істеп, мынанда істеп, прям бейтіп осы жерде өзіміздің мынау орнымызды табу үшін, мысалы, жауапкершілік таныттық та. Сондықтан да шығар біздің көп білетініміз, любой ситуациядан шығып кете алатынымыз, коммуникабельный, бәрі ол өмірден келген нәрсе да. А біздің бала шағамыз не дайын? Қалада туылды, қалада өсті, мама папалары қасында, оқимын деді оқыды, шетелге барам деді барды, мінем деген машинасын мінді. Олардан не жанкештілік күтіп отырмын деймін да мен мысалға. Оларға да жаңағыдай айтатын, бағыт бағдар беретін, психологиясынан да қай жағынан болсын айтатын адамдарды тыңдағаннан ешқандай зиян жоқ деп ойлаймын. Сондықтан маған өткенде бір рилс шығып қалды алдымнан, сол тоже прикольно, қазір өмірдің өзі береді ғой бізге неше түрлі нәрсені. Бір жігіт қыздар мысалы айтады ғой, мен саған күйеуге шықпаймын, машинаң болсын, пәтерің болсын деп айтады. Соны жігіттердің тарапынан айтады да. Не дейді? Бүйтіп келе жатсам дейді да, бір қыз тоқтайды ғой дейді да, сөйтіп отыр өз кобальт мініп алған фу деп айтты.
сосын бүйтеді, жерде жатқан жігіт жоқ деп сөйтіп Иә, сөйлейді иә, ғой. иә. Жерде жатқан жігіт жоқ. Егер мен саған үйленсем, қыз тусаң, маған Rolex алып бересің, ұл тусаң, ну это посерьезней машина алып бересің деп сондай нәрселер айтады да. Иә. Не смешно, но это же сарказм на Иә. самом деле. У пацана с этим все в порядке дейінші. Соны күлкім келіп, соны кіріп кетіп қарадым, соның астында не жазып тастапты, Роза Коуч жаңын шығарады, Роза Коуч жаңын шығарады деп. Барлығы жетеді, иә. Иә, сен Роза Коуч жаңын шығарады деп ше. Демек, ол деген кәдімгі өзіңнің влияниең бар деген сөз ғой. Енді Влияниең қыздардың бар, ортасында, иә. қыздардың ортасында. Адвокаты деп, иә. Иә, қыздар деген неше түрлі, пәленше, түгенше деп айтатын нелерің барлығы жүреді ғой. Маған мысалы қызық, мен кәдімгідей күлем, көрем, қыздарыма жіберіп отырамын мынандай нәрселерді, ну как бы Иә. сондай да. Сондықтан әркім өзінің саласында өзінің призваниесін тапса, вообще жалпы жаңағы маған қаржылық сауаттылықты арттыру туралы, мен вообще қаржылық сауатсызбын. Ол жағынан вообще сауатым жоқ. Сондай нәрселер әйелдерді үйретіп жатқаның ұнайды маған, жалпы подходың ұнайды. Содан кейін бізде мынандай нәрсе ғой, сырт келбет және образ жизни. Иә. Солар соответствовать етпейді көбісінің. Мысалға, мен көңілдеріңізге келмесін, қыздар, ақыл айтатын қыздар, 18-25-те неше түрлі ақыл айтатындар бар ғой қазір мысалға. Иә. Бейтіп отырып алып, неше түрлі айтып отырады да. Ну, қарасаң, образ не етпейді андай. Образ көтеріп тұрған жоқ та, айтып отқан әңгімесін образ көтеріп тұрған жоқ. Мен мысалы кинода өте бай адамдар персонаж алмаймын. Неге? Біз байғып бір үйді снимать етеміз да жаңағы сериалда. Иә. Бір двухэтажный бүйткен үйді алып аламыз жаңағы несін арендасын төлеп та. Иә. Ішінде өмір сүріп жатқан адамдардың киім киісі, аксессуарлары, өмір сүруі, сөйлеуі ол үйге келмейді. Мысалға да, содан кейін адамдар сенбейді да оған. Иә, өтірік болып көрінеді. Мысалы, түріктердің киносын көрген кезде жаңағы өте бай әулетті олар всегда алады ғой. Олар всегда жаңағыдай күшті машиналары болады ол әулеттің жаңағы үй күтушілерінің өзі бір әлем, олардың жаңағы үйлері набережкада тұрады, легенда болып кетеді да мысалға. Яхтамен келіп атады, чартермен ұшып атады. Сондай ғой қарап тұрсаң да, мысалы қыздар там Биркин ұстап келетады деген сияқты да. Бәріне сенесің, өйткені дәл сол өмірді көрсетіп отыр да. Ал бізде мысалы үлкен бір үйді алып аламыз да, ішіндегі интерьері 2000 жыл 99 жылда қалып кеткен. Потому что ол интерьер баяғыда жасалған югославский мебельмен да. Ол үй уже ол қожайындарына керек емес, олар қатты байып, уже өздері күшті өмір сүріп. Ана үйді уже сатуға жалко, просто тұрады, сонда үйлерді арендаға алады. Сөйтеді да, соның ішіне жаңағы персонаждар кіргізеді да. Иә. Кіргізеді да, оны алаттаған барахолкадан киіндіреді оларды. Содан аламыз да, жаңа максимум Land Cruiser әкеп қоямыз, мінгіземіз сол машинаны. Амал жоқ, иә. Амал жоқ. Енді мен оны кемсітіп отқан жоқпын. Амал жоқтықтан. Ол факт. А на самом деле біз ондай ауқатты отбасын көрсететін болсақ, ол кәдімгі хай-тек стильде, Range Rover, соңғы шыққан электромобильдері болу керек. Ну как өмірде да? Иә. Олар кәдімгі, білмеймін енді, все равно трендовый киіну керек олар да? Сіз жар-жарда сонда өздерінің актерлардың өздерінің киімдерін салып қолдандыңыз ба? Жоқ. Қалай қолдандыңыз оларды? Өздерінің көрсеттіңіз ғой киімдері емес, байды көрсете аламын мен. Мен подружкаларым бар ғой. Осы жерде түсіндім, болды, түсіндім, иә. Бірақ сіз дұрыс айтып отырсыз. Сондай нәрселерде, иә, сондықтан да бұл бәріне касается. Психолог, коуч болсын, елдің алдына шығып әңгіме айттың ба, сенің артыңдағы дүниең, сенің бытың, сенің привычкаң айтып отқан әңгімеңе сай болу керек. Өте дұрыс айтасыз. Вот сол сенде бар. Мне нравится. Сенің үйіңнің интерьері маған ұнайды, мысалға да, минимализм. Киімде де прислеживается ар жағында да, мысалы всегда белый серый рубашки деген сияқты да, там мынандай килоттар, сондай стиль барлық ұсталынып тұрады. Офисіңде де дәл сондай да, мысалы минимум бір картина деген сияқты. Соның бәрі айтып отқан әңгімеңе сен мына өзіңнің жеке өміріңді, ұлдарыңды, күйеуіңді, демалғандағы выбирать ететін отельдерің мысалға, барлығын сен соның бәрін продуманно жасайсың да. Я не думаю, что вы такое замечаете. Я все это замечаю. Вот мен мысалы соны байқаймын да, молодец, респект деп отырам. Көрсету керек на собственном примере. Рахмет. Собственный примермен. Мысалға күйеуді үйту керек, бүйту керек деп отқан қыздардың күйеуінен қорқатынын мен жақсы білемін.
Да. Сондықтан да үйтіп публикаға ойнаудың қажет. Мен мысалы ашық айтамын, мен күйеуімнен аяқ тартамын. Мен күйеуіме ұнамайтын нәрсе жасамаймын. Маған жан керек, маған жұмыс істеу керек. Мен осыншалықты жыл не үшін шығармашылықтан аман сау өліп қалмай жүрмін. Мен өзімнің ішкі айламның арқасында ғана, менің күйеуім жайлы бүйтіп отқанның арқасы емес, менің күйеуім кәдімгі Шымкенттің адуынды бывший прокурорский полковник жігіт мысалға да. Оның сұсы, оның сөйлеуі де қажет жоқ маған. Оның бір қарағаны жетіп жатыр. Мен сол зып-зып етіп, әйтеуір жүгіріп, ой деп жүріп, өмір сүріп жүрмін, шынын айтқан кезде. Шын айтам. Үстіп айту керек та. Ойбай, мен үйме келем. Күйеуім маған полностью поддерживает деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Нифига. На самом деле бәрі өзіңе байланысты. Тамағың істелініп тұр ма, бала шағаның жағдайы жақсы ма, үйің таза ма, бәрін надо контролировать, чтобы он тоже чувствовал себя в комфорте. Соның арқасында есек болып жүріп қана осындай жағдайға жетесіңдер. Ешқандай аспаннан жаумайды, ешкім жақсы байын сендерге бермейді. Вот осыны айтқым келеді. Миллион лайк осы үшін. Рахмет сізге, Гүлнұр ханым. Конкурсты айттық. Подкаст сізге ұнағанына қуаныштымын. Сіздің де келгеніңізге өте қатты қуандым, күттім. Біз дайындалып жүрдік командамыз. Мына жерде съемочный командадағы ар жақтағы жігіттер бір Гүлнұр ханым келе ме, Гүлнұр ханым келе ме деп қуанып жүрген. Сондықтан да келгеніңіз үшін рахмет. Киноңызды күтеміз. Күтіңіздер. Миллиард жинасын. Амин. Осы жыл жинақшы. Жинаңыздар, жинасын. Мен алдын ала уже айтып қойғам, тоже клубта талқылаймыз деп. Кімге айттым? Анорға айттым, кинопаркте. Гүлнұр ханымның киносын обязательно талқылаймыз деп. Сол с удовольствием поддержу. Кинодағы әйелдер көп болу керек деп ойлаймын. Рахмет сізге осындай шығармашылық үшін, еңбегіңіз үшін, жалпы қазақ деп бар киноңызда жалпы қазақи болмысты көрсетуге тырысасыз ғой. Маған сол ұнайды. Сондықтан да еңбегіңіз үшін рахмет, келгеніңіз үшін рахмет. Құрметті оқырман, конкурсты ұмытпаймыз. Комментарий сіздерден күтемін. Гүлнұр ханым парақшасына жазылып, киноларға обязательно келіңіздер. Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана. Тегерек теңдік, еркіндік тегерек